8 класс бітіргеннен кейін киноға шақыртып алдым. Маған 3 күн уақыт беріңіз, мен сізге тауып беремін ақшаны, бірақ бастай берейінші дедім. Маған 30 адам келді. 3 группа сол кезде 300 мың теңге ақша жинадым. Мен осанкамды дұрыстағым келеді. Фотоға түскен кезде бір 8 сабақтың ішінде осанкасы бірталай дұрысталды. Құлсары қаласында базарда не бар, шашлык сататын жерлер болды. Сол жақта посудомоечница болып жасадым. Менің модельный агентством қыздарды дамытуға арналған да. Репутацияны не заработаешь никакими деньгами. Репутацияны құртып алмау енді былай айтқанда самый енді для меня первый. Алла тағала маған жан дүниемді түсінетін, жан дүниеме тыныштық беретін адам жіберді. 1 жылға план құрам, 1 айға план құрам, 1 аптаға план құрам. И соның барлығына галочка қойып отырамын. Қандай қыз болмасын, жауапкершілігі жоқ қызды мен әрдайым өзімнің командамнан алыстатып отырмын. Жауапкершілік арқалай алмайсың ба, значит сен көп ақша таба алмайсың. Осы атыраулық бір дизайнермен бір үлкен конфликт болды бізде. Ал біз енді шығаруымыз керек қой, модельдерді көру керек, елді жерді кругозор ғой оның барлығы. Магазинге бардық, 4 киім сатып алдық, кептірдік, әдемі қылып бутиктетіп та келесі күні қайтып базар жасадық. Персинг болмау керек, кіндікте, мұрында деген сияқты. Сосын аяқ қисық болмау керек қыздардың. Как минимум енді былай айтқанда 2-3 рекламный роликке түсіп, 1-2 показға шығып кетеді. Мен атеист болдым. 18 жасыма келген кезде мен машина алдым, аварияға түстім. И менің прям алдымда қайтыс болды ол кісі. Құдай болса неге көмектескен жоқсың? Құдай болса неге менің қиындықтарымды азайтпайды? Мен өзім абьюзерский отношениеде болдым. Былай айтқанда ернім жыртылып, кәдімгідей үлкен нелер алдым да, былай айтқанда. Травмалар алдым. Менің слабый екенімді көріп тұр ғой, неге маған көмектеспейді? Дәл осындай прям отрицание болды. Уақыт өте ойланған кезде Құдай қасымда болған екен да әрдайым. Мына қиындықтың бәрін я деп жеңіп шыққаныма барлығы всегда Алла қасымда. Құдайдан келген күш. Үздік комментарийға, жақсы, әдемі комментарияларға пробный сабағымды бесплатно бере аламын. Өте керемет, көрдіңіздер ма? Сіздерге ең үздік инсайт алған адамға, өзінің ойын толығымен жазып, лайк басып кеткен адамға өзінің пробный занятиесін тегін беретін болады. Сондықтан лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде қонақта Динара Алшын. Қош келдіңіз. Рахмет, шақырып отырғандарыңызға. Өзіңізді толық таныстырып өтсеңіз, қалай келдіңіз, кімсіз жалпы? Атым Алшынова Динара Серікқызы. Жалпы жасым 24-те. Қазіргі таңда Easy Production модельдік агенттігінің директорымын. Және де Атырау Fashion Week модный проект дейміз ғой, енді үлкен показының продюсері боламын. Былтыр 24 жылы іске қосылды. Биыл 2-ші сезон бастағалы отырмыз. Және де енді қыздарға жаңағы бағыт-бағдар беруші, мамандық бойынша енді балетмейстер хореографпын. Жалпы. Еще қосымша бар да сізде? Ең алғашқы қадамдарыңыз қайдан басталды? Жалпы қаяқтың тумасысыз? Жалпы Жылой елінің тумасымын. Құлсары қаласында туып өстім. 2000 жылы сол жақта дүние есігін ашып, одан кейін мектеп жылдары, бірақ Ақтөбе қаласына көшіп кеттік. Енді отбасылық жағдай бойынша, бірақ енді үйдегілер қалды, мен нағашылардың қолына кеттім. Енді ол кезде ата-аналарымыз қалай неге кетеді да, жұмысқа кетеді да, бізді енді спокойно тастап кетеді ғой. Сондай кездерге тап болдым менде. Мектепті Ақтөбе қаласына бітірдім. Алға деген район бар. Ақтөбеге көшіп кеттіңіздер ме, әлде қалай? Мені көшіріп жіберді. Жалғыз өзім, мен әжеммен получается Ақтөбеде тұрдым. Сол жақта оқу бітірдік. 9-шы мектеп, 9-шы сынып бітіргеннен кейін Ақтөбе музыкалық колледж деген бар, Димаш Құдайбергенов оқыған колледж. Сол колледжді 9-дан кейін барып, хореограф, балетмейстер, организатор мамандығы ол жақта жаңағыдай біріктірілген. Сол мамандықты бітіріп, колледжден одан кейін Ресей қаласында, одан Орал қаласында университет бітіріп, қазір енді 3 дипломның иегеріміз. Одан кейін 21-ші жылы мен оқулардың барлығы бітіріп, Құлсары қаласына қайтадан келдім. Құлсары қаласына келіп, ең бірінші жалпы танцевальный студия аштым. Танцевальный студия, негізі Easy Production емес, S-Dance деп аталынды, ең бірінші. Біздің S-Dance болып ашылдық. Енді өзім балетмейстер болғаннан кейін сабақты да өзім бердім. Жаңағыдай расчетпен де өзім айналыстым. Басында бәріне өзіңіз жүрдіңіз? Әрине, өзің жүресің. Өйткені адам сенің энергияңа келеді. Өзің қандай пысықсың, адамдар соншалықты жаңағыдай жан-жағыңа адамдар тола береді. Өйткені қазір енді айналадағы адам барлық энергияға мұқтаж. Жалпы пысық адамды көрсе, соның қасына барғысы келеді. Балалардың үстінде пысық қыздың қасына жібергісі келеді, пысық адамның қасына жібергісі келеді деген сияқты. Соның арқасында сол S-Dance мектебі ашылды. 1,5 жыл жұмыс жасадық.
одан кейін күйеуге шығуыма байланысты Атырау қаласына көштім. Атырау қаласына көшкеннен кейін бірақ жаңағыдай сол кезде де бастап алды негізінде модельдік өнер. Қыздарды дефилеге асан кісіні дұрыстаумен айналысып жүрдік та. Одан кейін Атырауға көшкеннен кейін полностью SD Production деп өзгертіліп, қазіргі енді полный модельный школамыз. Қалай сіз өз бағытыңызды таңдап алдыңыз? Модельный агентство жаңағыдай ашу деген сияқты, қыздар жинау деген. Жалпы негізі үлкен жол ғой. Бұның барлығы енді бір күнде тек ойымызға салып, бір күннің ішінде атып шығып, модельный агентство ашып тастаған жоқ. Жалпы енді мектеп кезімнен бастап мен өзім сондай пысық болдым. Кез келген жаңа іс-шараға қатысу, кез келген жаңағыдай бір мероприятияны ұйымдастырылуы деген сияқты ортада жүрдік, иә. Одан кейін жаңағыдай 8 бітіріп жатырған жылдары, 8-ші класс бітіргеннен кейін мен неге киноға шақырту алдым. Ол кезде «Бедный, богатый жених» деген, и қазіргі таңда бірақ екінші проекті әлі не істелген жоқ, қосылған жоқ, одан кейін до конца түсірмеген сияқты. Салют Фэшн деген проект. Получается, кино. Ол модельдер туралы болды, кино, мен сол киноға шақырту алдым. Бірақ енді мен бойыммен ерекшеленген жоқпын. Модель енді, естественно, бойыммен ерекшелену керек қой. Ол кезде енді жасым 14-те, жаңағыдай ешқандай алып бартырған бой жоқ, бірақ пысықтықпен менің жаңағыдай хореографияға деген бейімділігім сонша, енді осанкамен менде проблема болған жоқ. И сол осанка мен походкамның жаңағы әдемі болғанның арасында и сол неге проектіге өтіп кеттім. Бірақ второстепенный жаңағы рөлде болдым. Главный рөлдағы жігіттің жаңағыдай қарындасы болып ойнадым. Ол енді проект дискілерде қалып қойған болар. Енді до конца бірақ әлі шықты ма даже. Қай жылдары? 2014 жылы. Киноға түстіңіз, қалай бастапқы кезеңде қиын болды ма? Киноға енді ең ауыры кинода барған кезде күтіп отыру, барлығының жинақталуын күту, сосын бір кадрды бірнеше рет түсіру деген сияқты. Осы уақыт алатын момент болмаса, бізді былай айтқанда 15 секундтық жаңағы не үшін, кадр үшін былай айтқанда таңнан кешке шейін жүретін болдық сол жақта. Сол жағы қиын болған шығар, бірақ именно сол проекттің ішінде мен модельный агентство деген не екенін түсіндім. Өйткені енді біз енді как ни крути, ауылда болдық қой, район, ауыл, жаңағыдай нағашылардың ауылында өстік. И бізде модельный агентство деген менде понимание болған жоқ. Ең бірінші мені таныстырған сол проект модельный агентствомен. Өйткені сол жақтан еще жаңағыдай модельныйда оқып бітірген қыздар келді. Сол жақта бізде мастер-класс өткізді деген сияқты ең бірінші, осылай болады екен ғой деген понимание келді. И бір деген желание болды енді, осындай модельдер сияқты менің де оқушыларым болса деген. Өйткені сол кезде қалыптасты да? Қалыптасты, ең бірінші шылчок идея дейді ғой, сондай келді. Болса екен, потому что я знала, что мен өзім модель болмайтынымды, модельдік типаж ондайға сәйкес келмейтінімді, бірақ ойыстып модельдер оқытсам қалай болады екен деген бір ой келді. Ол енді жайлап, бидай ғой, енді салынған, жайлап, өсіп жылдар бойы ойымда жүрді да. Бірақ қай жерден білім алам деген сияқты шамалы сұрақтар болды. Қалай бастаймын мен бастауға әлі білім жетпейді ғой деген сияқты. Сол 21-ші жылы Құлсары қаласына келген кезде, енді бірінші мен барлық бизнесті нольмен бастаған адамдардың қатарынамын негізі. Жаңағы танцевальный бизнесте ең бірінші келдім. Жұмысқа тұрдым. Құлсары қаласында Жимару деген ансамбль бар. Сол ансамбльде бір жылдай жұмыс жасадым. Бірақ енді ол кезде өзім жаңа ашсам екен, танцевальный группа ашсам, бірақ ішінде тек би емес, модельдейдан сабақ берсек, актерский бір сабақ берсе деген, қыздарды тек қана жаңағы биге емес, бір развитие дейді ғой, қыз ретінде, бір тұлға ретінде қалыптастыратын продюсерлік орталық болғанын қаладым. Кейін масштабқа шыққаныңызды қаладыңыз. Өйткені танцевальный ол тек қана биге үйрету, ол бір искусство. Ал барлығын қамту тағы да қосымша негізі. Өйткені балаларды негізі биге бергендегі ата-аналардың мақсаты негізі балам ашылса екен, самооценкасы көтерілсе екен, көпшіліктің алдында ұялмай билеп, ұялмай сөйлеп үйренсе екен деген көбісінде запрос болды. И осы запросты шығару жаңағыдай іске асыру мақсатында менде осындай идея қалыптасты. И соны бір модельныймен ұштастыруды бір жөңгердім. Негіз танцевальныйда ашқан кезде сол қолымда ешқандай ақша болған жоқ. 75 мың теңге жаңағыдай айлығымнан қалған ақша болды. Соны жаңағыдай. Қай жылдары 75 мың зарплата? 2021.
2021 өзі нормальный ақша да? Жоқ, зарплатам жақсы болды ғой. Енді ол кезде бір қарыздармен бір не істеп жүрген кез болды. Қарызбен арпалысып жүрген кезім болды, если честно. 75 мың теңге сол қалды. Осы ақшаны құйсам ба екен деп сөйтіп ойладым. Бірақ сол кезде бір Құдайдың енді бір ісі олар қиындықтың үстіне, бір қиындықтың үстіне екінші қиындық келді дейді ғой. Ол кезде жаңағы пирамида деген бар ғой, финансы. Сондайға салып жіберемін ғой ақшамды. И қолымдағы ең соңғы, алам деп тұрған, жаңағы салам деп тұрған ақшамды көбейтем деген мақсатта сондай финансовый пирамидаға салып жіберемін. Ол ақшам солай түбегейлі жоқ болып кетеді. Одан енді ешқандай ақша жоқ, үйдегілерге айтуға бет жоқ. Сосын ауызекі тіл ғой жалпы. Негізі кез келген істің бастауы ауызекі тілдің жақсы болуы. Арендаторға бардым, сөйлестім, осылай менің ақшам болды қолымда, өкінішке орай осылай салып жібердім. Маған 3 күн уақыт беріңіз, мен сізге тауып беремін ақшаны, бірақ бастай берейінші дедім. Өйткені сол ақшаны салам деп оның алдында негізі бір көріп кеткенмін зданиені. Солай келісті арендатор, потому что енді пысық екені көрініп тұр. Енді таки болмаса ештеме ұтылмайды ғой. 3 күннің ішінде ары қарай қуып шығамын деп ойлаған болар енді. Сосын 3 күннің ішінде бірақ жаңағыдай ауызекі былай немен тараумен, енді былай айтқанда устный не дейді ғой, реклама дейді ғой. Сондай рекламамен маған 30 адам келді. 30 адам келді. 30-дан да көп адам келді. Негізі 3 группа сол кезде 300 мың теңге ақша жинадым. 300 мың теңгемен и арендамды төледім 150 мың. И жаңағыдай 150 мың теңгеге айна қондырдым. Айнасыз, кафелі бар, просто зданияға шақырдым, пробный сабаққа. Пробный сабақтан кейін енді 10 мың теңге болды. Ол кезде бір ай қатысу, 10 мың теңгеден 30 адам ойланбай төлеп кетті. Сол ақшамен көткенді осы жағынан. Сонымен. Сосын нольмен жаңағыдай бастадық. Клиенттердің келген ақшасымен төледім. Бірінші енді естественно өзінің ақшасымен ақталды. Ары қарай өз-өзімен айналып кетті. Басында ауызша тараттық дедіңіз, реклама ешқайда шығарған жоқсыз, тек қана жай қалай парақша аштыңыз ба или? Енді оның алдында мен Жемару жаңағы биде жұмыс жасадым ғой, Жемару ансамблінде. Ол кезде енді бимен айналысатын жаңағыдай жандардың көбісі таныды мені. Жаңағы былай айтқанда бір орта пайда болады ғой. Бір орта пайда болды, одан кейін WhatsApp-тың статусы деген бар. Ешқандай Instagram ондай парақша болған жоқ. Менде қазірдің өзінде менде Instagram парақшаны ондай активно жүргізетін адамдардың қатарынан емеспін негізі. Сондай WhatsApp-тың стористарымен, сосын жаңағы таныстармен деген сияқты осылай ашып жатырмын. Келіңдер, пробный сабақ қатысып көріңдер деген былай сөзбен тек. Сөйтіп 40-50 шақты адам енді жазды. Қашан болады, не деген сияқты. Сонымен 30 адам келді, сол 30 адам барлығы жазылып, сол жерде ол кезде мен бірақ и детский танцевальный болды, жаңағы балалардың биі, и взрослый фитнес болды. Взрослый фитнеспен соны общий барлығын қосқан кезде 30 адам жиналып, сол 10 мың теңгеден барлығынан құтылып, бірінші айымды нольмен жауып, келесі айдан бастап уже мен жайлап ішке ремонт жасап, сондай доход келе бастады сондай. И вот осылай нольмен негізі бизнес бастау негізі қиын емес. Жаңа қалтаңда ақша жоқ па, бизнес баста дейді ғой. Сондай қиналып бара жатсың ба, ақшадан бизнес баста. Негізі бизнесті нольдан бастау оңай. Өйткені адамның былай айтқанда энергиясының пысықтығын сату оңай, товар сатқаннан гөрі. Мен енді сөйлеу керек, сөйлеп тұрған болу керек. Адаммен коммуникация болу керек. Мен негізі қазірде де өзімнің модельдеріме айтатыным, жаңа болашақ өсіп келе жатқан жастарға айтатыным, ең бірінші коммуникацияларыңды дұрыстаңдар. Адаммен сөйлесу өнерлерім жақсы дамыған болса, былай айтқанда кез келген жаңағы нені переговорды шешу, кез келген переговорды до галочки довести, ол ең оңай шаруа. Осындай сөйтіп ашылды. Одан кейін жаңағыдай ата-аналардың спросына байланысты жайлап модельныйды қостық. Модельныйды, бірақ бір не болды, осанкамен дұрыстап беріңізші деген запрос болды. 25-тегі қыз келді маған. Мен енді биге енді понятно, что я биге вообще жарамаймын, енді мен сахнаға шыға алмаймын 25 жасында, бірақ мен осанкамды дұрыстағым келеді. Фотоға түскен кезде жаңағыдай енді грубо тілмен айтқандай, как сутулая собака, вижу себя на фотографии деп келді маған. Сол қызмен индивидуально жұмыс жасадым. Индивидуально жасаған кезде бір 8 сабақтың ішінде осанкасы бірталай дұрысталды. Өйткені негізі осанкамен дұрысталу, ол хореографиямен негізі самый екеуі бір-біріне қатты жаңағы жақын. Бізде жаңағы жерде жататын партерный гимнастиканың барлығы осанканы дұрыстайтын. Неге биші қыздардың барлығының осанкасы деген тіп-тіке болады ғой енді. Сол қимылдардың барлығы негізі модельныймен связаны болды. Сол себептен модельныйды бастау маған қиын болған жоқ. Бірақ продвижение жағынан маған қиын болды. Курс ештеңе оқыған жоқсыз ба?
бірінші осанкамен сол жұмыс болды. Оған енді мен өзімнің 3 дипломым әсер еткен болар. Сонымен жұмыс болды. Ал Атырау қаласына көшіп жатырған кезде, сол 22-ші жылдардың ортасында, ол кезде мен вот жаңағыдай курс өттім өзім. Гүлназ Исмайлова деген жаңағы модель, бывший жаңағы мисс болған, өзі Орайск қаласынан жаңағы не, известный JS Models деген директоры. Сол қыздан мен жалпы 1 ай жарым, даже 2 айға жуық курс өттім. Одан кейін қалай вообще модельный сфераны ары қарай дамыту керек, бағыт бағдар әлі күнге дейін маған жаңағы наставник болып келе жатқан сол қыз. Оралдағы подкастқа түскен. Да, Оралдағы подкасттың жаңағы қазір несі, основателі. Ол қыз енді полностью қандай сабақтар беру керек, қандай қалай жұмыс жасау керек деген сияқты. Одан кейін мен уже специалисттер тауып бастадым. Атырау қаласына қалай келдім, солай мен жаңағыдай оқыған, модельныйды оқып бітірген қыздарды жұмысқа алу арқылы жұмыс жасадым. Бұл жақта мен негізі көп сабақ берген жоқпын. Бірақ сабақты енді хореография жағынан, осанканы дұрыстайтын қимылдар, постановка қойған кездерде араласамын. Ал былай жаңағыдай қыздардың продвижениесімен жалпы бывший модельдер, өздері модель болған, өздері кезінде жаңа мистерге қатысқан, жаңағыдай басқа модель школаларды бітіріп келген қыздар жұмыс жасады менде бірінші жылдары. Одан кейін жайлап менде оқыған қыздар өсіп, енді 20-дан асқан қыздар келеді ғой енді оқуға. Сол қыздар білім алып, сертификаттандырылғаннан кейін уже поколение бір-бірін үйрету арқылы қазір енді біздің модельный школаға 3 жыл болып қалды ғой. 22-ші жылы келдік дегенде. Неше жасыңызда бастап тұрсыз сонда? 21 жасымда кәдімгідей толыққанды. Ол кезде тұрмыстасыз? 21 жасымда тұрмыстамыз, 22 жасымда тұрмыстамын. Оған дейін ата-анаңыз қарсы болмады ма осы жолға сізге? Бұрынғы білесіз ғой енді. Модельдік жол деген. Жалпы негізі менің бизнеске келуім ауыр болды. Өйткені кез келген енді бизнесменнің айтатын шығар, енді сен көп ақша алу үшін бір затпен жертвовать етесің. Былай айтқанда, мүмкін мен бір молодостьпен жертвовать еткен болар. Маған қарап ешкім 24-тесің деп айтпайды. Оның өзінің бір себептері бар, енді ерте есейіп кетудің. Жалпы мен жеке өмірді көп қазбалаған жақсы көрмеймін, бірақ дегенмен де мен әкесі өскен қыздардың қатарынамын. Жалпы менде отчим бар, бірақ әкесі өстім мен. Жаңағы енді кішкентай кезімізде ажырасып кеткен, содан кейін менде әженің тәрбиесі болды өмір бақи. Мама жұмыс жасады өмір бойы, әженің тәрбиесі болды. Былай айтқанда енді жалғыз әже қанша махаббат бергенмен әке мен шешенің махаббатын енді бере алмайды ғой. Одан кейін 13-14 жастарында енді мама тұрмысқа шықты екінші рет. Ол кездерде енді мен уже арқа сүйе алмадым ешкімге. Әженің енді жылдан жылға қартайып жатырғанын түсіндім. Арқа сүйе алмадым. Я знала, что мне предстоит работать. Мен просто так жүре алмаймын, жаңағыдай өзімнің ровесниктерім сияқты жүре алмайтынымды білдім. 13 жастан бастап мен жалпы официант болып, 12-13 жасымда жаңағыдай Құлсары қаласында базарда не бар, шашлык сататын жерлер болды бізде. Сол жақта посудомойщица болып жасадым, официант болып жасадым, одан кейін браслет жасап саттым деген сияқты бір школға киім алу үшін жалпы сондай нелерден өттім. Өзіңіз еңбектен? Өзім еңбектенім, сол уақыттардан бастап 10 мың, әрі кетсе 1 айға табатын ақша болды. Бірақ соның өзі 1 аяқ киімімізбен былай айтқанда школьный форма алуға жететін болды. Енді мама да былай жалпы жаңағыдай финансово помогала, бірақ тем не менее жаңағы күш салмауға тырыстық. Десет әлі күнге дейін енді бір деп демаласың да ары қарай жүре бересің, енді оған не дейсің, адамның жаңағы стереотип болып қойған. Енді өйткені кезінде жалпы модельный агентствоның жұмысы чем-то сондаймен связанный болды какой-то период. Даже Казахстан Fashion, Мисс Қазақстанның да бір айтуға оңайға шыққан бағдарламалар болды ғой, қыздарды үлкен кісілерге предлагать еткен деген сияқты бір стереотиптер, ол жоғары жақпен енді шамалы связанный, негізі әлі күнге дейін бар, оны жоя алмайсың. Бірақ менің модельный агентством қыздарды дамытуға арналған да. Ол жақта мен көбінесе үлкен подиумға, контрактілерге негізі Кореяға, Японияға, неге жаңағыдай сұрайды қыздарды контрактіге, жалпы орыс славянский внешностьтағы қыздарды көп сұрайды. Бірақ мен ол жаққа жібермеймін, потому что білемін да, ол жақта шамалы әлі күнге дейін қалып қойған сондай нені. Сондай қазір біз енді тек одноразовый проекттермен жұмыс жасаймыз, фэшн-виктермен, тек бір апарып барып келетін, өзім всегда қыздармен бірге барып келемін, өйткені безопасностьтары бақылауда ұстау керек. Репутацияны не заработаешь никакими деньгами. Репутацияны құртып алмау енді былай айтқанда самый енді для меня первый
что нужно. Жолдасыңыз қарсы болмады ма тұрмысқа шыққаннан кейін, мысалы шетелге шығасыз қыздармен деген сияқты? Жалпы енді басында здоровый отношение дейді ғой, оның алдында енді нездоровый отношениядан бір өтіп шықтық. Былай айтқанда әрбір әйелдің басынан енді абьюзерский отношение өтті дейді ғой. Сондай бір отношенияден жалпы өтіп шықтым. Ол енді үлкен сабақ болды маған. Жұрттар енді күйеуге шығып избиение болса, күйеуге шықпай тұрып избиение болған кездер болды. Оның барлығын өтіп шыққаннан кейін өзіме сондай бір не қойдым, цель қойдым. Енді ешқашан ондай отношенияға түспеймін. Түсетін болсам да отношенияға, енді күйеуге шықпау мүмкін емес қой, күйеуге шығасың ғой. Шыққан кезде де енді менің күйеуім мені 100% түсінетін адам болу керек. Түсінбей ма, мен әлі күйеуге шығуға дайын емеспін деген болды. И Алладан сұрадым. Құдай, Алла тағала маған мені түсінетін, жан дүниемді түсінетін, жан дүниеме тыныштық беретін адам жібер деген. Осындай менде күйеуге шығардың алдында осындай бір конкретно не болды, видение болды. Ал күйеуім қалай таныстық, сол уақыттан бастап бизнеспен айналысып жүргенімді көрді, жаңағыдай шетелдерге шығып жүргенімді көрді. Ол кісі қолдамаса маған ешқашан тосқауыл болған жоқ. Енді ойлаймын, көп қыздар енді қазір за граница шыға алмайды, жаңағыдай өзінің істегенмен айналыса алмайды. Оның барлығы сұрамағанның кесірі деп ойлаймын. Сұрау керек. Осылай мен осындай адаммен жаңағыдай тұрмыс құрғым келеді, осындай адам менің өмірімде болған деп. Өз-өзіне бірінші запрет қойғаннан басталады негізі барлығы. Сізді көріп, біліп, танысып, содан кейін сізге үйленді ғой. Көрді бәрін дейсіз да, одан кейін ешқандай әңгіме болмады, иә? Болған жоқ. Мен 1 жыл күйеумен тұрдым. Жаңағы несіз енді былай айтқанда қазір қазақтың несіне жат қылып қой жалпы. Бірақ против течения жүрдім мен де всегда. Осы ата-аналарым даже қарсы болған кезде мен үйден қашып кеттім. Үйден қашып енді кәдімгідей қашып кеткен. Тұрмысқа шықпай былай тұрып қарадыңыздар да 1 жыл? Иә, 1 жыл тұрып қарадық. Біз бір-бірімізге сәйкес келеміз ба, жоқ па, соны білдік, түсіндік, қарадық. 1 жылдың ішінде мен түсіндім, сол адам менің адамым екенін. Одан кейін жаңағыдай той жасаған жоқпыз біз. Біз жаңа беташары болды, сырға салу болды. Главное, жаңа үлкен адамдар көру керек обычайын жасады. Бір ауыздан біз той жасамаймыз деп шешімге келдік, и содан екеуміз бірге тұрып кеттік. Не үшін той жасауға? Мен өзім қарсы болдым негізі той жасауға. Біріншіден ол кездегі менің финансовый состоянием и жолдасымның финансовый состояниесі. Ол кезде біз той жасайтындай, қарызға кіретіндей жағдайда болған жоқпыз. Енді былай айтқанда ашып тасып баратсаң не үшін той жасамасқа жалпы. Оны түсіндім, мен қазір кредитке кіріп той жасайтын болсам, алдағы 3 жылы менің қарызбен өту керек екенін түсіндік. Екі жақтан себебі оның алдында да сізде қарыз болды, иә? Енді қарыздар көп неден болды. Тендермен айналыстым мен жалпы. Сол кезде бір 3-4 миллион қарызға кіріп кеткен кезім болды. Жолдасым тоже менде жаңағы объем нелермен айналысты. Жаңағы строительный. Ол кісінің де бір 10 миллионнан аса негізі бір неге қарызға кіріп кеткен кезі болды. Қарыз дегенде қарыз емес, енді жасалған жұмыстың ақшасын бермей қалып, машинасын сатып жіберіп деген сияқты. Екеуміз бірге тұрып жатырған уақытта негізі көп сондай қиындық болды. Соның барлығы жиналып бізде енді соны өтеу бірінші цель болды. Той жасағаннан гөрі біз лучше осыны өтеп алайық. Сосын финансовый дұрысталғаннан кейін көре жатармыз. Осы жерде айта кетіңізші, қалай сіздер құтылуға план құрдыңыздар, или жоспар деген сияқты? Ақша жинау деген. Сіздер арнайы бір қазір болады ғой, арнайы плакаттар құрады да бір соған осындай біздің мақсатымыз, так ақша жинаймыз деген сияқты. Менде ол кезде қарыздан құтылудың жеке, мен күйеуге енді жолдасым өзі құтылды ғой өзінің қарсына. Олай құтылған білмеймін. Мен өзімнің қатысым жоқ деп қойшы. Иә, ол кісі өзінің тапқанымен, одан кейін енді объемдар алды ғой, сонымен жапты ғой, жалпы машинасын сатты, соның ақшасымен жапты деген сияқты сондай болды. Ал менде Қуаныш Шонбай мырза бар, жалпы маркетинг немен не істейді. Сол кісінің кітабын оқығаннан басталды негізі мен қарыздан құтылуым керек деген. Енді ай сайын жалпы кәдімгі жұмысқа кіріп кеттім. Ол кезде мен садикте жұмыс жасап жүрдім. Тұшоны Мирас деген садигі бар Атырау қаласында. Сол жақта жұмыс жасап жүріп 300 мың қарызбен 3 миллионды мен 2 жылда жаптым. 2 жылға жетпес уақытта жаптым. Ол кезде Аққала деген жалпы не бар? Қарыздан құтылудың бір схемасы бар. Барлық қарызын жазасың бір бетке, жаңа кішісінен бастап үлкеніне дейін.
егер ол бір адамға қарыз болса, қарызда жүргендер тыңдап алыңыздар. бірінші жазамыз, қалай. Содан кейін если адамға қарыз болсақ, мысалға енді 500 мыңдап, 600 мыңдап адамға да қарыз болдық та, сол кезде мен саған 6 айдың ішінде тауып беремін. Бірақ маған бөліп төлеуге рұқсат бер. Өйткені айтып тұрмын ғой, коммуникация барлығы. Если сен сөйлессең, құтыламын осы айда осы кезде беремін десең, адам түсінеді жалпы. Состояниеңді, неңді, жағдайыңды түсіндіріп білу керек та адамға. Сондай 500 мыңдап адамға да қарыз болған кез болды, зайымдарға не істеген кез болды, зайымдардың барлығы просрочкада болды да, зайымға звондадым, осылай маған график керек. Мен қазір құтылуға состоянием жетпейді. Жаңағыдай 150 мың алдық, 300 мың қылып қайтару керек қой енді ол зайым деген. Жалпы соның барлығын жаздым. Бір неге ақбетке, одан кейін кішісінен бастайсың. Қолыңа ақша түсе ма, ең бірінші артық ақша жасауға тырысу керек. Енді әрине ол жерде бір 10 мың, 20 мың заказ деген сияқты. Жаңағыдай 20 мың түсе ма, мен ең бірінші қарызға жабамын. Артық төлейсің. Одан кейін бірінші қарызың жабылғаннан кейін сен итакта сол қарызды осы уақытқа дейін төлеп жүрдің ғой. 20 мың теңге ай сайын төлеп тұрдың да. И ол қарызды все болды, жаптым, енді мен 20 мыңға қарызым азайды деп расслабляться не нужно. Сол төлеп жүрген қарызыңды келесі қарызға лақтыру керек. Ай сайын. Менде осындай не болды. Мен жалпы Каспийде 700 мыңдай ма кредит төлеп отырдым. Ай сайын сосын бір ай 700 мың болды, одан кейін 300 мың, 200 мың жайлап азайып бастады. Сол кезде вот Каспийде тұрады ғой енді барлығы. Бірінші 30 мың, 40 мың теңге қалып қоя ма, соған жібере берем ай сайын. 5 мың артық ақша түсті ма, заранее төлеп салады. Заранее, жаңағыдай. Өйткені ерте жапқан сайын несі де азаяды, проценті де азаяды. Сондай мен кішкентай қарыздарым 100 мың, 200 мың, 300 мың деген қарыздары бір 2-3 айда, 4 айда әрі кетсе жабылып қалды өзімен өзі. Одан кейін үлкен қарыздар қалды. Үлкен қарыздар жаңағыдай оның алдында жаңағыдай мелкий қарыздарыма 50-60 мың теңге кеткен болса, үлкен қарыздарыма дәл сол 50-60 мың теңге жүріп отырдым. Жалпы қарызды сосын менде қарыз көп, қарыз бар деп ойлай бермеу керек та. Сосын қарызды жаңағыдай азайтуды емес, доходты көбейтуді ойлау керек. Ол кездегі мендегі цель модельныйда қайта ашуымның, қайтадан іске қосуымдағы мақсат сол қарызды жабу болды негізінде. Біріншіден қарыз жабу болды. Жапқаннан кейін мен по всему миру путешествовать болды. Мен модельныйдағы бизнес ашқан кезде бір цель ғой дейді ғой. Сол целім сондай болды жалпы. Қарыз жабам, бірінші жапқаннан кейін путешествовать етсем. Жабылды. Қазір шүкір Аллаға жылына бір 6-7 елге барып жүрміз. Сол қазір модельныйдың доходының арқасында. Негізі қиын емес. Бір листке жазасың, бірінен соң бірінші, сосын азартқа түсесің уже. Бір кішкентайында 20 мың қарызын жауып тастасаң да сызтсайсың, рахаттанасың. Негізі сол планды, сол мақсат қылып алған жақсы, иә? Сонда жетіп аласың. Негізі сосын жаңағыдай дисциплина дейді ғой. Бір жарты жолға келіп, бір 5 қарызын жапқаннан кейін, ой, болды, мен уже бір талан жауып тастадым, жарайды, маған деуге болмайды. Ай сайын 700 мың теңге төлеп жатырмын ғой, жарайды, осы маған төлей берем, әлі 7 жыл 700 мың теңгеден деген сияқты да, мысалға. Көбісі сөйтіп не істеп қалады, жарты жолдан лақтырып кетеді негізінде. Олай енді қарыздан шынымен құтылғың келсе, олай жасауға не стоит? 700 мың ба, оның алдында 50 мың төледің ба? Төлей бер. Бәрін жауып тастау керек та. Содан кейін қаржылық сауаттылық деген болу керек, адамда. Қаржылық сауаттылығынан қалайсыз? Қаржылық сауаттылық деген негізі түк қиындығы жоқ. Жаңағыдай былай айтқанда самый банальный зат қой. Біздің миымыз солай не істелген, жаңағыдай жасалған. Біз оңай затты олай оңай болуы мүмкін емес деп қабылдаймыз. Мысалға, былай айтқанда, доходыңды просто келіп тұрған доходты 3-ке бөл болды. 50% сенің өмір сүруіңе, 30% сенің жаңағыдай инвестицияңа, алдағы уақытта салуыңа, не істеуіңе, садақаң ар жағындағы 20%, 10% садақаңмен, 10% сенің жаңағыдай откладывать просто. 30% мысалға сен бизнесіңе саласың ба, целіңе саласың. 50% қалай болғанда да сенің өмір сүруіңе кетеді. Транспортың бар, жаңа қазір енді ақшасыз өмір сүру невозможно, тамағың бар, квартирасы бар адамдардың. 50% доходтың чисто соған кету керек. 30% сен целің. Не істеп жатсың қазір? Путешествовать еттің келе ма, 30% путешествиеге сал. Үй алғың келе ма, 30% үй алуға сал. Машина алғың келе ма, 30% машина. Сіз мана масштабқа шығарым келді, осылай жасағым келді деп жатсыз. Кішкентай нәрседен сіз үлкенге ұмтылдыңыз, иә? Сол уақытта сізде андай мақсат болды ма?
ой план болды ма кәдімгідей жарға сызып әдемі қылып сурет жапсырып мен мына елде болғым келеді деген сияқты қазір шығып жатыр ғой карта желания. карта желаний. Карта желания енді по крайней мере кез келген успешный адамда карта желания болған шығар. Өйткені карта желания ол не просто жаңа инструмент емес, негізінде карта желания негізі бізді өзіміздің не қалайтынымызды түсіндіруге апаратын құрал. Мен енді өзім сюцаймен жаңағы шамалы тоже қызығамын, өзім 4-мін сюцай бойынша, и мен цельмен жүрген жақсы көремін. Кәдімгідей ай сайын менде план болады. Енді біреу үшін ол шамалы таңсық дүние шығар, бірақ мен 1 жылға план құрам, 1 айға план құрам, 1 аптаға план құрам, и соның барлығына галочка қойып отырамын. Сол кезде менің жаңағы душа жаңағы полностью қанағаттанып былай айтқанда. Сондай 1 аптаға план құрам, так осы аптада мен қандай не жасауым керек, осындай так 100 000 теңге табуым керек, жаңа күніне 100 000 теңге мысалға, осындай не болу керек, мына планды орындауым керек, мына жаққа барып келуім керек деген сияқты да. И 1 айға план құрам. Осы айда мен мысалға осындай шетелге баруым керек, жаңа кассаны осындайға жабуым керек, 1 кітапты оқуым керек, там 1 неде 20 күн спортқа барып келуім керек деген сияқты осындай план құрам. И соны енді барынша орындауға тырысамын. Әрине оны 100% орындау мүмкін емес. Карта желанияда да сен жазған барлық желанияңды орындау мүмкін емес, бірақ әйтеуір сенің не үшін өмір сүріп жүргеніңді шамалы смысл береді карта желания. Мағыналы өмір дейсіз. Мағыналы. Болды. Одан кейінгі сізді мысалға аштыңыз, модельный агентствоңыз бар, одан кейін командаңыз жиналды. Сізде қандай қыздарға деген принцип, правил? Ответственность. Қандай қыз болмасын, жауапкершілігі жоқ қызды мен әрдайым өзімнің командамнан есептесем алыстатып отырмын. Өйткені біріншіден кез келген жауапкершілік ол ақша. Жауапкершілігің артқан сайын сенің ақшаң енді кез келген былай айтқанда миллиардерден сұра, миллионерден сұра да былай айтқанда ақшаңызды қалай көбейтесіз деп, ақша көбейген сайын жауапкершілік көбейеді. Жауапкершілік арқалай алмайсың ба, значит сен көп ақша таба алмайсың, көп ақша не істей алмайсың деген сөз, ұстай алмайсың деген сөз негізі. Жаңағыдай компания, например, үлкен компанияларды ұстау үшін қаншама сотрудник бар, қаншама жаңағыдай не бар, ол жерде жатқан енді шаруа бар да, оның барлығы бір адамның ответственностінде тұрған зат. Бір адам соған жауапкершілік алып отыр. И командаға алған кезде ең бірінші жауапкершілігі мықты қыз табамын мен. Менде қазіргі таңда енді командада 10 шақты адамдар болды. Қазір енді шамалы команданы қысқарттық. Қазіргі таңда менде 5 адам бар командамда. 5 адамның 5 қыздың 5-еуі де менде жауапкершілігі кәдімгідей жаңа айтқан затты соңына дейін апаратын ответственный қыздар. Одан кейін модельдерге тоже соны істеймін. Одан сол енді командада жалпы общий модельдер енді көп қой, 2-3 шақты модель бар ғой қазіргі таңда, оқып бітіргені бар, оқып жатырғаны бар да, 2-3 шақты модель. Енді оның әрқайсының характеристикасына мен кіріп отырмаймын, бірақ маған деген керек, мен дамытам деген қыздың ең бірінші осы качествосына қараймын. Ол жоқ па, мен әрі қарай жұмыс жасамаймын ол қызбен. Қызбен болсын, ол даже партнермен болсын. Өйткені енді смысла нету деп ойлаймын. Мысалы, конфликт болды ма олардың ата-аналарымен, например, модельдеріңіз келді, қатысушылар? Конфликт болмапты ешқашан. Қарсы болып ата-анамен, енді ата-аналардан, енді әке жақтарынан көбінесе нелер болады. Мысалы, сенбейді ғой, мысалы, шетелге алып кетесіз деген сияқты. Енді жаңағыдай басында қатысып жүрген кезде жаңа мамалар айтпай, папасынан тығып алып келіп, одан кейін папасы сөйлеп деген сияқты сондай кездер болды. Бірақ енді мен өзім неше жыл бойы енді бизнестің саласында жүргесін бір кішігірім психолог боласың ғой. Осындай жаңағыдай адамдармен сөйлесу арқылы жалпы менімен сөйлескен адам енді мен жаңағыдай доверяет спокойно. Одан кейін жұмысымды көргеннен кейін енді әрбір адам көреді ғой, кім немен айналысып жүргенін сразу түсінікті ғой бір қарағаннан. Жаңағыдай жақсы жолда ма, жақсы емес жолда ма деген сияқты әкелер көбінесе түсініп, одан кейін жаңағыдай показарға шығармаса да хотя бы оқуына рұқсат берген сондай нелер болды. Сізде бәрі официально да? Официально бар. Одан кейінгі қазір қыздарыңыздың жетістікке жетуіне ең бірінші себепші болған қалай деп айтады, нәрсені айтса кетсеңіз, қайдан бастады жалпы жолдарын? Осы Атырау ішінде ма әлде қайдан бастады жолдарын?
Қыздар енді жалпы ең бірінші жетістікке жеткен қыздар басқа модельный агентствоны бітіріп барып маған келген қыздар болды. Жалпы енді менде Дана деген, Ерболовна деген қыз бар, Гүлмаржан деген қызым бар, Айна деген қызым бар. Айна жоқ, менде оқыды ол қыз. Ол қыздар енді маған келген кезде кезінде Атырау қаласындағы модельный агентстволарды жаңа бітіріп уже дайын болып келді. Мен ол қыздарды контрактіге алдым. Ол қыздарды енді қосатын бір объединить ететін качество ол өзінің деген несіне, целіне изменять етпеу. Өздері кезінде мен жақсы модель болам, мен жаңағыдай осы жолмен әрі қарай жүремін деген бір цель қойды. И былай айтқанда модельный агентстволар ашылады, жабылады ғой енді. Мен ашылғанға дейін қаншама модельный агентство ашылып жабылды. Соған дейін қаншамасымен жұмыс жасады. Олар өздерінің мечталарына изменить еткен жоқ бірінші очередь. Олар болам деді, әлі күнге дейін айналысып келе жатыр, болып жатыр, жетістіктеріне жетіп жатыр. Ең бірінші жетістік мүмкін енді біздің Парижге барып келгеніміз болар. Өйткені Қазақстаннан біздің қазақтың модельдері Парижде бірінші рет выступать етті. Европаға барған кезде қаншама Алматының жаңа модельный агентстволары бар, барлығынан жаңағыдай шақырады ғой. Бірақ Парижге деп модельдердің қатысуы бірінші рет болып тұр деп таңғалды организаторлар. Сол одан кейін бізде Қытайда жаңағыдай бірінші орын біз топ десяткіге тап болған Миссис Евразия деген конкурс болды. Сода бізде Айна деген қызымыз 35-те жасы, жаңағыдай 183 бойы, жалпы сол жаңағы бойымен, өнерімен таңғалдырып, сол жақта топ десяткіге тап болды. Ал Қазақстан ішінен ол жаңағыдай бірінші орын алды, гран-при алып, сол жаққа барып, одан кейін жаңағыдай топ десяткіге тап болып келді. Кіріп, одан кейін келесі жюри болып шақырылды. Осы енді жетістіктеріміз кәдімгідей ауыз толтырып айтарлықтай. Ал қазір енді біз Айдынбей, Айдыначик деген не бар, продюсер бар. Түрк, Турциядағы барлық показдарға біздің аккредитованный 5 моделіміз бар. Сол модельдерді жаңағыдай шақырып тұрады. Ол жақта жаңа тамағын, жататын жерін барлығын сами спонсирует. Бұл да біздің бір жетістігіміз. Өйткені шетелдерге барған кезде модельдер өздерінің жолын өздері төлеп баратын болды көп уақытқа дейін. Басында, иә. Енді әлі күнге дейін жалпы әлі танылмаған модельдер өздері жолдарын өздері төлеп барады. Бірақ енді осы продюсердің жаңағыдай проекті екеуміз контрактіге қол қойдық. Содан бастап жалпы біздің модельдер осындай мүмкіндік алды. Сіз ол кісілермен қалай байланысқа шығасыз? Шетелдегі енді бәрі бір-бірімен связаны ғой. Ең бірінші жаңағы Аспара Fashion Week деген проекті болды. 22-ші жылы қазірге дейін бар енді. Сол Аспара Fashion Week'те таныстық біз Айдынбеймен. Сондай проектілерге барған сайын бір продюсермен танысып келесің. Ол жақтарға бостан-бос бармаймыз ғой. Енді біз руководитель ретінде ол жақтан біз спонсор іздейміз, продюсер іздейміз, новый проектіге шақырту іздейміз деген сияқты. Одан кейін неге барған кезде, Парижге барған кезде біз Грузияға шақырту алдық, Грузияға барған кезде Дубайға шақырту алдық деген сияқты. Ол жерде модель ретінде де шақырту аламыз, и как продюсер ретінде просто қонақ ретінде де шақырту аламыз. Тілдесу қиын емес пе сізге? Неше тіл білесіз жалпы? Тек екі тіл білемін, ағылшын тілін менде шама жетік меңгермегенмін. Жалпы тілдесу қиын емес, өйткені түрк тілі енді қазақ тіліне ұқсайды. Біріншіден керек келсе енді переводчиктің жаңа көмегіне несеміз, жүгінеміз. Телефонмен енді переводчикпен оңай ғой қазір. Ал жаңағыдай Грузияда, Дубайда, Парижде жүрген кезде әрдайым ортада жаңағы не болды? Орысша да сөйлей алатын организатордың арасында адамдар болды. Бізде де енді жаңа Атырау Fashion Week'ті ұйымдастырған кезде де әрдайым организаторлардың ортасында орысша, ағылшынша, түркше, жаңағыдай орысша, қазақша, төрт тілде сөйлей алатын қыздарды организацияға қоямыз біз. Жаңағыдай именно сол шетелдің азаматтарымен сөйлесуге, солардың билеттерін алуға деген сияқты ортаға бір барлық тілді білетін қызды қоямыз әрдайым. Осы жақында Бану Гайдардың киімдерін сіздер сән көрсетіліміне шығардыңыздар, иә? Қай елде болды жалпы? Азербайжанда болды. Азербайжанға біз осымен 5-ші рет барып жатырмыз. Жалпы дизайнермен де барамыз, модельдермен де барамыз. Жалпы жыл сайын барамыз десек болады. Кім? Бану Гайдар, жалпы Атырау Fashion Week бізде енді тек қана модный показ емес, ол жақта как конкурсный вариант ретінде өтті. Ол жақта продюсерлер келген кезде, продюсерлерге менің бір талабым болды. Ұнаған дизайнерді бесплатно участие, яғни шетелде басқа проектіге бесплатно қатысуға шақырасыздар. Ұнаған дизайнерлерді. Ұнамаса жақсы.
ұнап жатса шақырасыздар дегенде бізде 4 дизайнер шетелге өтті. Ол бірінші Австралияға показға ақтөбелік дизайнеріміз өтті. Потом жаңағы детский дизайнер Венера деген бізде, Ясмина Лакшери деген Анталияға и неге шақырту алды. Анталияға шақырту алды. И потом Азербайжанға шақырту алды ол кісіде. Бану Гайдар Азербайжан мен Каппадокияға шақырту алды. Осындай шақыртулардың арқасында олар жаңағыдай бесплатно сол жаққа қатысуға мүмкіндік алады. Сізде қандай да бір қиыншылықтар болды ма сол шетелге шыққанда қыздармен немесе жаңа продюсерлермен кездесіп қалған кезде бір қиыншылықтар есте қалып қойған прям? Есте қалып қойды. Енді атын атып түсін түстемей ақ қояйын. Жалпы осы атыраулық бір дизайнермен бір үлкен конфликт болды бізде. Былтыр Әзербайжан қаласына бару керек болдық. Бардық. Ол дизайнер жалпы жаңағы скидкамен шақырту алды. Мен продюсерлігімнің арқасында да біз 10 модель апардық. 10 модель ол жақта участиеге ақша төледі. Сол жылы бір участиеге ақша төлеу керек болды бір. Сөйтіп әрқайсысы жаңағыдай ақшасын төледі. Бірақ бізге айтты, ақшасын төлейсіңдер, бірақ именно осы сендер алып келе жатырған дизайнерге ғана шығасыңдар еді. Өйткені біздің апарып тұрған модельдеріміздің барлығы неге сәйкес келмеді, параметрге сәйкес келмеді. Біз енді 75-тен жоғары болу керек деген сияқты, 25-тен аспау керек деген сияқты талаптар бар ғой енді. Сол талаптарға көп моделіміз сәйкес келмеді. Ал біз енді шығаруымыз керек қой, модельдерді көру керек, елді жерді кругозор ғой оның барлығы. Жаңағы дизайнерге айтамыз, киімдеріңіз тік болсаңыз бізге салып жібере беріңіз, біз 10 модельге әркімнің өзінің киімін береміз, багаж сатып алмай қояйық деген ұсыныс білдірдік. Жоқ, мен бермеймін, мен өзім апарамын деді. Билет алған жоқ. Бір күн қалып, билет алдыңыз ба? Жоқ, алған жоқпыз. Біз ұшып баратырық, билет алдыңыз ба деді. Жоқ, алған жоқпыз. Бірақ барам Динара, уайымдама дейді. Енді сеніп тұрмын да, бірақ с другой стороны в душе менде қорқыныш тұр. Енді ішінде айтуға болмайтын заттар бар. Сосын одан кейін жаңағыдай мен өзім жаңа сол кезде не істеген, жақсы араласатын бір дизайнер қыз болды. Сол қызға айттым, что-то мына дизайнер апасына, давай мен сенің тігіліп тұрған киімдерің бар ғой, соны алып кетейін, если что вдруг жаңағыдай болмаса, жаққа фотосессия жасап келемін. Болса хотя бы алып кетейін. Ол кезде 5 па 6 штук киім, біз 10 қыз болып бара жатырмық. Сол киімдерді алып кетемін, өзім багажыма, өзім киім алмай сол қыздардың киімдерін салып аламын, потому что жүрегім бірдемесен сезіп тұр. Ол дизайнер тақалып қалған кезде билет алады. Мен ол кісіге айтамын, Алматыдан никак ұшпаңыз. Қазір май, погода жаман Алматыда. Ақтауға дейін таксимен жетіп алыңыз, и Ақтаудан 2 рейс жүреді. Флэрстан жүреді, Азербайжан Airlines жүреді. Екеуінің біреуіне по-любому мінесіз. Мен тыңдамайды. Барады да не алады, білмеймін, енді багажбен алғысы келді ма, через Алматы ұшқысы келді ма, енді білмеймін, өзі через Алматы алады билетті. И Алматыға келген кезде жаңбыр жауып кетеді, рейсін ұшырмайды. Сол жақтан Алматыда қалып қояды. Ал біз таңертең обедке 2-де түсу керек болды, показ кешкісін болды, показға дейін үлгеру керек болды, ұшпай қалады. 10 қыз менің бетіме қарап отыр, мен еңіреп жыладым, ар жақтан не істерімді білмеймін. Өйткені әрқайсысының спрос бар, ата-ана келеді, неге менің қызым жаңағыдай участиенің ақшасын төлеп, түсіндіре алмайсың ғой оларға. Біз деген организаторлар осылай етпейді. Енді оны ішкі кухняға оны қайдан түсіндіресің? Оның барлығын кухняны түсініп отыруға міндетті емес та ата-ана. Не істедік? Сосын кешкісін 6-да показ басталу керек. Ана 6 киім менің немде тұр, сумкамда тұр. Мына 6 киімді киесіңдер, мен қазір 4 киім сатып алып келемін дедім. Магазинге бардық, 4 киім сатып алдық. Ұқсас киімдерді сатып алдық. Жаңағыдай негізі олай істеу заңсыз. Бірақ шығу керек болды. Білініп қалмады ма қазақи киімдер? Жоқ, қазақи киім болған жоқ. Ол кезде именно сол қыздың тіккен киімдері современный киімдер болды. Бәрі қап-қара киімдер болды. Енді мына повезло, видимо. Сосын бардық, 4 киім сатып алдық. Bir кісін енді сейчас осудят, наверное, меня. Bir кісін шешпей, өйткені әрбір киім қымбат болды. Біздің қаражатымыз ол кезде енді жолға тек алып кеткен санаулы бір қаражат болды. Ал әрбір киім 100 000 үстінде тұрды, представьте. Әйтеуір сол бар ақшамен 4 киімді сатып алдық, 100 000, біреу 80 000 сондай киімдерді сатып алдық, потому что енді дизайнерский екен шама көріну керек болды да. Әдемі енді былай де-фактодан сатып алмайсың ғой, бар болындай. Сондай әдемі 4 киім сатып алдық. Қыздарға терлемейсіңдер, аны киесіңдер, этикеткасымен қайтып тапсырасыңдар дедік.
кигіздік, показға шықты қыздар. 6 қыз енді жаңа дизайнерский киіммен шықтып тұр, 4 қыз жаңағыдай өзім қасымда жүрген қыздарға осыны киесіңдер деп соны этикеткасымен кигіздік. Киіп болғаннан кейін сразу алдық, шайдық, ана киімді кептірдік, әдемі қылып бутиктетіп та келесі күні қайтып возврат жасадық. Сөйтіп қайтып келдіңіздер. Сөйтіп амал жоқ, енді сөйтіп жасау керек болды. Сөйтіп тапсырдық. Тапсырғаннан кейін 15 күннің ішінде возврат түседі деді. Енді возврат магазиндегілер ештеңе не заподозрили. Сөйтіп кетіп қалдық. Ал дизайнермен сол күні таңның кешке шейін мен енді ұрыстым, конфликт болды. Одан кейін барлық показға шыға алмайтындай қылып енді блок қойып тастауыма тура келді. Енді өйткені былай айтқанда ол кісінің қателігі болды, ертерек билет алу керек еді, киім дегенде киімін беріп жіберу керек болды. Киімін біз сұрадық, киімін берген жоқ. Сол кісінің тарапынан қате болды. Еще жаңағыдай енді участиеге ақша төлейді ғой дизайнер ретінде. Біз жарты ақшасын төлеген болдық та, жарты ақшасын төлемеген болдық. Жарты ақшасын дизайнер алып келу керек болды. И одан кейін бізге жаңағыдай мен төлемеймін деп, мен жеткен жоқпын. Мен киім көрсетілген жоқ, мен төлемеймін деді. Сол кезде енді шамалы кәдімгідей бір үлкен ұрысқа ұласты. Заң жүзімен енді ортамызда договор болғанның арқасында заң жүзімен добивать еттім, что қалған ақшасын төлеу керек деп. Төледі, әйтеуір одан кейін ол дизайнермен жұмыс жасаған жоқпыз біз. Солай қалды. Жабылу күйінде оны жаңа бір рет тек сторисінде айтқан болармын. Сол кезде айтады, настолько холодный рассудок дейді, жаңағыдай 4 қызды шығармай қоюға болады ғой дейді. Сол кезде 6 қызбен жібере салатын кісі ғой. До конца. 4 қызды шығару керек. Жоқ, мен шығарамын деп тұр өзіңіз. Ата-аналар білген жоқ, түсінген жоқ не болғанын, бірақ енді догадывались, что-то киімдер ұқсамайды ғой деген сияқты. Бір жағынан енді төлеп барып тұрғасын, уже ана қыздар шықпай қалса, тоже оларға да жауап. Әрине, обидно ғой. Жаңа жолын төлеп, несін төлеп барып тұр деген сияқты, я же не могла допустить этого. Осындай қиындықтар болады енді. Оны модельдерге де жылап айта алмайсың. Өйткені как руководитель жалғыз өзің істеп тұрсың, сыртқа шығып, еңіреп жылап, эту ситуацию пропускаешь, потом холодный не іздейсің, шешетін решениесін іздейсің. Ол жақта қандай ограничение болады қыздарға? Ограничение жалпы көп жаңағыдай XS болу керек, S болу керек размері, тип внешности европейский или азиатский болу керек, или типичный шамалы казахский болу керек, жаңа татуировкалар, лишний маникюр, сосын шрам не допускается, сосын қыздардың жаңа оғаш выходкалары не допускается, сосын страничкалерін жаңа инстаграм парақшалары дейді, инстаграм парақшаларын жалпы жүргізетін модельдерді шама алдыға қойып та жүргізбейтіндер артқа қояды деген сияқты жалпы требованиялары бар. Сосын шаш үлгісі шамалы ерекшелену керек деген сияқты да. Сосын жаңағы нелер персинг болмау керек, кіндікте, мұрында деген сияқты сондай нелер бар. Сосын аяқ қисық болмау керек қыздардың. Сосын енді, естественно, каблук походкасы дұрыс болу керек, осанкасы жақсы болу керек деген сияқты. Сосын снэп болу керек. Снэпті біз ең бірінші модельнаға келген бойда түсіреміз. Ол снэптен ешкімде проблема жоқ, бірақ жаңа сырттан келген модельдер, мен показға шығайын деп едім деген кезде, вот если түрі барлығы келіскенін көріп тұрсақ, біз әлі жаңағыдай сабақты өткізбей тұрып бірінші снэп жасатып аламыз. Ал сіз өзіңіздің жаңағы SDG-ға қандай қыздарды қабылдайсыз жалпы? Көрермендерге айтып өтсеңіз, жас қыздар қарап отырады деген сияқты. Жалпы SD Production бізде барлық қызға есік ашық. Біз обучение қабылдаған кезде түсіне түр-сипатына қарамаймыз. Неге? Бірінші себеп өйткені біздің модельный агентство біріншіден қыздарды дамыту орталығы. Екіншіден ғана ол біз топ-модель және фотомодель деп бөлеміз. Бізде көп случай болады, по параметрам девочка не подходит, бойы кішкентай, мүмкін жаңағыдай дұрыс келмейді, бірақ сөйлеу мәнері өте әдемі. Жаңағыдай кез келген задачаны жақсы орындайды деген сияқты да. Сол кезде біз фотомодельдікке ұсынамыз, немесе амбассадорствоға ұсынамыз деген сияқты да. Мүмкін ол жақсы контент түсіретін болар, ол кезде амбассадорствоға жақсы өтеді деген сияқты. Сол себептен келген қыздың барлығының әрқайсының өзінің үйренген кісі болады. Сол потенциалды ашуға тырысамыз біріншіден. Содан кейін бар бағыт-бағдар береміз. Так, сен фотомодельдікке жарайсың, сен топ-модельдікке жарайсың, сен давай өзіңді шамалы несе, развивай, жаңа блогыңды несе, хотя бы амбассадорствоға сен ұсынайық деген сияқты. Осындай нелер болады.
сол себептен енді келген қыз жалпы модельныйға решать етіп келетін қыздың 90% уже әдемі қыздар болады. Өйткені көбісі не решается даже келуге. Ой, ол жақта жаңағыдай стереотиптер бар ғой, ұзын болу керек, ол әдемі болу керек деген сияқты өзінің бір қыздардың өзінің қалыптасып қалған андай нелері бар, порогтары бар. Ограничение шықпай қалады. Содан аса алмай айтады да. Ал келген қыздар уже өздеріне более-менее былай айтқанда 50-60% уже уверенный болып келген қыздар. Мен хотя бы бір осындай жаңағыдай түр келбетімен может быть деген сияқты. Иә, сондай болып келеді. И сол себептен енді ол жерде просто қызды әрі қарай дайындап жібереміз ғой. Шустрылығына байланысты пысықтық керек ол жерде. Солай ғой, негізі ол жақтарынан не жоқ, проблема жоқ. Жалпы енді мен айттым ғой, өзім енді 15 жасымнан бастап жұмыс жасап не істеп осы саламен айналысып кеттім ғой. И айналама келетін қыздардың барлығы сондай еңбекқор, бір затпен айналысқысы келіп тұратын, бір кішкентай заттан үлкен зат шығарғысы келіп тұратын қыздар негізінде айналада. Даже модельныйға келетін қыздарды байқаймын енді. Өзім қандаймын, почти сондай қыздар келеді екен маған да. И сол жағынан менде енді әрбір қыздың бір келіп бітіріп кеткен қыз, как минимум енді былай айтқанда 2-3 рекламный роликке түсіп, 1-2 показға шығып кетеді. Аз дегенде. Аз дегенде осындай. Ал вообще показға шықпай кеткен қыздар болды. Олар тек келіп бір айға қатыспас жоқ болып кеткен қыздар болмаса, ал до конца енді былай айтқанда 6 ай, 1 жыл менде оқыған қыздар сертификатын алғанша кәдімгідей бірталай проекттерге қатысып кетті. Болған жоқ жарты жылдан жаңағыдай біз не істеп кеттік деген. Қатыспай қалды деген. Өздеріне байланысты қыздардың жауапкершілігіне сол кезде уже до конца қатысып шықса, алып шығады дейсіз, иә? Сол ғой, мен жауапкершілік дейтінімді жаңағыдай ең біріншіден сабақ қой ол. Сабаққа жауапкершілікпен келсе, ол қыздан бірдемесі шығады. Өйткені бұл тренажерный зал сияқты ғой. Каждый келген сайын бір жаңағыдай бір жағы оттачивается, бір жағы жақсылана түседі да. Бір жерде походкасы жақсара түседі, бір жерде фото геничності жақсара түседі, бір жерде актерский мастерство жақсара түседі. Ашыла бастайды. Ашылып бастайды, иә. Әрбір сабақ өзінің плюсын береді. Мысалға, сіздер басқа қалаларға шыққан кезде сіздің қыздарыңыз ашыла бастады дедіңіз, иә? Басқа қыздармен байланыстары қалай қазіргі таңда? Олар таныстарын таба ала ма? Басқа серіктес, например, сізге пайдасы тиіп жатыр ма деген сияқты. Жалпы мен қазір ең бірінші жаңағыдай основной не дейді ғой, енді жұмысым бұл қыздарды доходқа дейін жеткізіп жіберу. Сол затпен айналысам, оған дейін менде обучение платное. Платное обучение болғасын, мен әрі қарай қыз уже доходқа жеткеннен кейін мен ол жерден процент көру деген сияқты ондай заттарға уже бас сұқпаймын. Қыздарды жұмысқа тұрғызып или контрактіге іліктіріп жіберуге дейін апарам. Әрі қарай уже қыздардың доходтары өздерінен болады. Ал серіктес табу жағынан 60-70% менің жұмысым болады. Жалпы өйткені бізде қазір Somerset, Ля Брош, жаңағыдай Форест деген не бар, көп жаңағы нелер, Харатс деген сияқты үлкен Бармагот, көп енді заведениялар бар. Сол заведениялардың былай айтқанда рекламаларына біздің модельдер алынады. Ол жерде где-то по бартеру, где-то қыздарға оплачивается. Ақшасын төленеді, и ол сөйтіп зарабатывает қыздар. И ол серіктестердің барлығын мен тауып беремін. Болады, бірақ қыздардың жаңағы Instagram парақшасына қарай прямой жазып шақырады. Ол жақтардан өздері сөйлеседі қыздар. Сіз мысалы ішкі психологияда қандай адамсыз? Өзіңізді қандай адам ретінде көресіз? Біріншіден енді мен өзімнің айтқаным қойған жалпы мақсатыма жетпей қоймайтын сондай адам ретінде көремін. Екіншіден жалпы негізі мен өте жаңағы немін требовательный адамын деп айтын, наоборот, требовательный емес адамдардың қатарынамын. Жалпы айтамын, ауызбен осылай болу керексіңдер деген сияқты. Бірақ жұмсақпын, иә. Сырттан көргенде енді мені өте қатал адамдардың қатарына жатқызады негізінде. Көп модельме, апай, сізді қатты деп ойлап едім, сізді деген сияқты деген сөйтіп айтылады. Бірақ менде керісінше барлығы. Мен поездкілерге барған кезде, мен баламен бала болып кетемін деген сияқты да. Өйткені мен өзім кезінде ансамбльде болдым ғой. Ансамбльде болған кезде бізде қатты не болды, жаңағыдай қатаң болды апайымыз. Былай айтқанда біздің ішкі киімімізге дейін тексеретін болды. Ішкі киіміміздің түсі келіспейтін болса, или параметрге сәйкес келмейтін болса, былай айтқанда
сол жерден енді жерден алып жерге салып тастайтындай жаңа мұғалім болды да. И сол неден өткеннен кейін қазір я понимаю, что психология қыздардың басқаша не істелген, қалыптасқан. Бізде қалай болды, сені жаңағыдай басқан сайын мен шығамын деген сияқты бізде андай цель пайда болатын, талпыныс пайда болатын. Ал қазір керісінше психология балаларда сен оны мотивировать етпесең, керісінше жаңағыдай басып қалады. Сондай. Сол себептен енді әрбір ненің ғасырдың несі басқа ғой, жаңа баласы, жаңа әрбір ғасырдың адамы басқа. Сол себептен енді мен балаларды, наоборот, қыздарды жаңа мотивировать етіп жүруге тырысамын. Өзімді енді мотиватор санаймын, өйткені менің жалпы өмірімнің жолы, қиындық жолды көбісі енді былай айтқанда жаңағыдай бір нелер болады ғой, жеке әңгімелер болған кезде айтқан кезде көбісі енді мен жеке өмір жолым мотивация болып келеді. И жаңа көбісіне енді 24 жаста былай айтқанда үлкен доходқа бизнеске шығу, жаңағы Европада тем более, біздің Қазақстанда көбісіне бұл жаңағы не енді қалай айтсақ болады, жақсы деп қалыптасатын бір результаттардың бірі, былай айтқанда қыздар сондай результатқа жеткісі келеді. Сол себептен как мотиватор ретінде добрая душамын деп айта аламын. Сіз өз жолыңызды бастаған уақытта тұрмыста емес болдыңыз, иә? 22 дедіңіз ғой, иә? Оның алдында сіз әкеңізден айырылдыңыз, иә? Одан кейін отчим болды дедіңіз. Сізде ол кісі сізге әке ретінде қорған бола алды ма, әлде сіз өз-өзіңізге қару бола білдіңіз бе? Өмірлік жолда, қиыншылықтарда поддержка кім берді сізге? Әжем, наверное, емес, енді жалпы әжем берді маған поддержканың барлығын. Енді уже есейе келе барып мамам жаңағы не істелді. Жалпы бірақ подросток периодтың барлығында әжемнің несімен и өзімнің стерженіммен өткен болармын. Өйткені енді әкеден, енді қай әкеден де мен қатты жылылық көрдім деп айта алмаймын. Бірақ я за это не сужу их. Мен өзім енді әкем қайтыс болған жоқ, өмірде бар. Өзінің бөлек семьясы бар. Ол кезде ситуация сондай болды. Я за это не виню, я за это все простила. Енді кезінде мені тастап кетті деген сияқты бір нелер болды ғой. Обида болды. Енді подросток уақыттарда 14-15 жасында, одан кейін барлығы енді кешіріледі. Есейген сайын ты понимаешь, что жизненный позиция сондай болды. Мүмкін сол кезде енді шамалы оғаш не болды, енді қателік болды ғой. Жас кезде барлығы қателеседі деген сияқты. Сондай қателік болды. Ответственность алғысы келмеген болар. За это енді уже уақыт өтті, барлығы кетті. Соның арқасында керісінше осындай жетістікке жеттім мен. Сол үшін керісінше я благодарю за все. Ал отчим, енді отчимнан я даже и не требовала ешқашан махаббатты. Өйткені мен жүректен всегда түсініп білдім, мен туған әкем бермеген махаббатты. Извини, мен сырттағы адам не деп беру керек маған. Он не обязан деп ойладым мен де. Сол кезде уже сондай понятие болды, иә, сізде? Менде 10 жасымнан бастап, енді былай айтқанда, енді кәдімгідей есімді білетін, әлемде 10 жасымнан бастап шығар, енді бір 5-6 оқып отырған уақыттар. Сол уақыттарда енді үйленді ғой. Ол кезде менде болды, никто мне ничего не обязан деген. Сондай болды. Бірақ енді финансовый жағынан барынша былай помогать етуге тырысты, көмектесуге тырысты. Әкем де, шешем де, бірақ менен кейін 4 бауырым бар. Оларды жеткізуді енді ол кезде оларға оңайлық туғызған жоқ. Сол себептен мен ауыртпалық салмауға тырыстым. И студенттік уақыттағы қиыншылықтар барлығын жаңағыдай бір ауыз сөз айтпай, өйткені менің мамандығыма қарсы болды. Отчим да қарсы болды, мама да қарсы болды. Сол себептен менде андай бір не пайда болды. Опора пайда болды внутренний. Мен ешқандай қиындық болмасын, мен ешқашан жаловаться етпеймін. Я покажу, что я чего-то стою деген не болды. Өйткені мен енді колледжге де жұмыс жасадық, жұмыс жасауымызға колледж қарсы болды. Сосын енді біз творческий саланы адамымыз ғой. Колледжде де жаңа мероприятие болады, жаңа праздник болған кезде бәрі бір-біріне қабаттасып болады. Сол кезде жұмыстың мероприятиясы да, ненің оқудың мероприятиясы да екеуі бір уақытта болады. И сол кезде қашып барып жұмысқа барамыз ғой. То есть келесі күні жаңа отчислить етсем сені, гранттан айырып тастаймын деген жаңағы неше түрлі ұрыстар болады. Мамаң шақыр, әкең шақыр деп бар ғой. Сондай болады. Жоқ, менде ешкім. Айтатын болсаңыз маған айтыңыз деп. Сондай болатын болды да. Нелермен, мұғалімдермен. Сол үшін енді в какой-то степени өзіңіз тұрасыз да, қару болып өзіңіз. Өзім. Потому что мен қазір айтатын болсам, мен слабый сторонамды көрсеткім келген жоқ. Ол кезде енді
это с другой стороны неправильно, не советую так делать, конечно, но мен сол кезде солай жасау арқылы енді жаңағыдай қасқыр болдым былай айтқанда. Сонымен оқу бітірдік қой енді. Сондай көп қиындық болды менде. Одан кейін жаңағыдай үйдегілерден ақша сұрай алмайсың. Енді бүкіл жалпы ненің барлығы ақшадан басталады ғой. Қиындықтың барлығы ақша жетпеуден басталады. Енді тем более біздің 20-шы ғасырда, 21-ші ғасырда 3 жұмыс, 4 жұмыс қатар жұмыс жасадым. Жалпы жаңағыдай неден шығам, колледжден шығам, әбетте таңертең 7:55-те сабағымыз басталады, әбетте 1-де бітеді, пригород деген не бар, жаңағыдай қала сыртында, жаңағыдай загородым, сол жақта школға барам, школда бір группам бар, сол жаққа сабақ берем, ол кезде айына 30 мың алам, қайтып келеміз, қайтадан сабаққа қатысам, кешкісін тойға шығам, или жаңағыдай таңғы 4-ге шейін тойда жүресің ол кезде, сосын қайтадан 7-де сабақ, кейде сабаққа ұйықтап қаласың, сондай 3-4 сағаттық ұйқымен сондай болды. Сөйтіп жүретін болдым. 3-ші курсқа келген кезде мен жаңағыдай ансамбль аштым. Ансамбль ашқан кезде де көп қиындықтар болды, өйткені мен несовершеннолетний қызбын, айналамда қыздардың барлығы несовершеннолетний, 17-темін ол кезде. И ішіп алған орта енді, естественно, биші қыздарды жаңағыдай тоже не көреді, легкая добыча көреді. И жаңағыдай тиіседі, жаңағыдай сен оларды қорғай алмайсың, қыздарға тезірек кетіп қалыңдар деген сияқты. Қашып кеткеннен басқа амал істей алмайсың, ондай адамдармен теке тіресіп тұра алмайсың. Ер адам жақтан негізі бимен айналысып жүрген кезде тойда именно ер адам жақтан көп не харасмент деп айта ма, қазір қалай айтады, сондай көрдік жалпы. Өйткені енді бишілер гибкий, әдемі, боянып шығамыз, соның барлығы енді бір ер адамда проблема болып шамалы не туғызатын болды. И 1 жыл айналысқаннан кейін мен былай айтқанда сыта была до горла не істедім болдым. Соңғы уақытта мен уже ешқашан тоймен айналыспаймын енді деген бір неге келдім. Әлемге дейін маған тойға қайтадан шықшы, той бизнеске дейді, жоқ шықпаймын. Өйткені тойда қыздарға қалай қарайтынын білмеймін. Қазір енді за себя заступаться умеем, но тем не менее вот эта тема для меня табуым осталась, солай қалды. Қазіргі таңда сіз қиындық болып қалса звондайтын адамыңыз жолдасыңыз, иә? Басқа ешкімге? Жоқ, енді қазір әжеге бұрынғыдай жаловать ете алмайсың. Үлкен кісі, ол кісіге енді уайымдауға болмайды. Бірақ ең бірінші проблеманы енді бірінші өзің шешесің, әрине. Шеше алмаған бір шешуге келсе де жаңа поддержка керек болса жолдасымыздан. Қазір мынандай проблема бар қыздарда. Өзім шешем, өзім бүйтемін деп қалған, я сама деп қалған қыздар күйеуге шыққан кезде я сама деген сияқты өзінде проблема болады миында бір рамка болады, мен өзім шешемін деген сияқты, сен керек емессің, конфликттер болады. Соны сіз қалай шештіңіз миыңызда, жаңағыдай өзіңіз психологияңызда? Жалпы әлі күнге дейін ол конфликт өмір бойы қалады. Мен өзімде де жолдасыммен әлі күнге дейін былай мелкий деймін, мен оны үлкен конфликт ретінде санамаймын. Неге мен шеше беремін, барлығын ер адам сен емес па, неге сен шешпейсің деген сияқты, керісінше жаңағыдай шешсінші деген сияқты, бірақ шыдамың жетпейді да, ол шешіп болған дегенше, сосын қойшы өзің істеп тастайсың да, ондай кездер болады. Енді воспитать надо себя ол жерде, бірақ если тебе так комфортно, если сен өзіңнің шешкен проблемаң өзіңе ұнайтын болса, перевоспитывать мужа и себя вообще не стоит. Вам двоим комфортно, менің проблеманы, өзімнің проблемамды өзім шешкенім, где-то может быть жаңағыдай күйеуім проблемасын шешіп бергенім деген сияқты, да, если меня это не утверждает, почему это должно волновать кого-то? Ол екеуміздің ортамызда ешқандай жаңағыдай конфликт туғызбайтын болса, анда-санда енді әйелдігіміз ұстап қалып, неге шешпейсің, жаңағыдай шамалы не істесейші, қолың алсайшы деген сияқты кездер болады. Бірақ с другой стороны, понимаешь, өйтіп ол кісі шешті не, мен шештім не, біз командамыз бірінші очередь. Команда болғасын, екеуің бірге жұмыс жасау керексіңдер, екеуің бірге шешу керексіңдер, жаңа сен шешу керек, мен шешу керек деген зат болмайды. Бірақ мысалға менің проблемам бар, менің жұмысымда болып отырған мысалға да, вот жаңағы ситуация, мен за граница барып тұрмын, дизайнер келмей қалды да, ол кезде мысалы мен күйеуіме звондап шешіп берші дейтін болсам, күйеуім по-любому шешіп ол зат. Ол менің қолымдағы зат та ол жерде. Ондай сондай ситуациялар болады. Сол себептен я сама деген, это енді мен не ретінде санамаймын оны бір жаман зат ретінде. Я сама, конечно, өзінің нелері болады. Жақсы жақтары. Орнымен. Иә, орнымен. Құдай саған потенциал берді ма, үлкен проблемаларын шешуге, бірақ сенің қасындағы ер адамға шамалы аздау берді ма, қолдан потенциалыңды. Почему его нет?
ол жерде жаңағыдай сен күйеуің одан төмен болып қалмайды, сен одан жаңағыдай не істеп кетпейсің, жаңа артық болып кетпейсің күйеуіңнен. Сенің де өмірлік жолда сен де кем болатын кез болады. Сол кезде саған күйеуің көмектеседі. Өмір алма кезек. Сұхбат ету кейінде кей кезде қиын болып жатады, төменге түсіп қалу деген сияқты. Ол жерде негізі дело эго дейді ғой. Эгосын жеңу қиын қыздарға. Негізі әйел адамның ең үлкен проблемасы, ең үлкен несі эгосы ғой. Ер адамда жаңа нәпсісі жаңа бір зат болса, әйел адамда эгосы негізінде. Бір затты если ол әйел адам жасап қоятын болса, ол мен деп шығады. Сондай несі бар да, біздің әйел адам өзіміздің проблемамыз сол ғой. Просто ол проблеманы эгом көп не істеп кетпесін деген сияқты миымен түсініп білу керек. Миымен түсінсең, эго болады, просто ұзаққа бармайды да ол. Жарты жылдан, все болды, қоя қояйын деген сияқты. Сіз қазір орынды білесіз, орында басылып қаласыз деген сияқты. Орынымен барлығы. Бізде енді мелкий конфликттер болады. Былай айтқанда, мен жолдасыммен неше жыл, уже 4 жылға кеттік па, 5 жыл, 4 жылға кеттік. 4 жылдың ішінде былай айтқанда үлкен ұрыстар вообще почти что болмапты. Кәдімгідей былай айтқанда бет жыртысып ататын ұрыс вообще болмапты. Өйткені бір проблема болса, менде проблема, мен шеше алатын, ортада сөйлесіледі, сол жерден шешіледі. Мен шешетін болсам, мен шешем, ол кісінің көмегі керек болса, ол кісіге шешіледі деген сияқты. Жаңа айтып жатсыз, мотиватормын деп, басқа қыздар сіздің состояниеңізде болса, жаңағыдай, мысалға әкесі немесе анасы жоқ болып, немесе ажырасып кеткен болса, сіз қандай мотивация бере аласыз? Сізге келіп тұр модель неге қатысқым келеді, осындай масштабқа шыққым келеді, шетелге шыққым келеді деп келіп тұр сізге де. Бірақ психологиясында бір андай рамка бар, шалмай тұрған бір. Ол негізі ұзақ жұмыс. Жалпы кез келген адам жаңағыдай өзінің миындағы рамкасынан шығу қиын. Оған ұзақ уақыт жұмыс керек. Ол деген даже ол рамкадан шықса да қайтадан кіріп кету бір күн. Жаңағыдай айналадағы бір-екі адамның сөзіне бола қайтадан кіріп кету мүмкін деген сияқты да. Ол үшін енді үлкен жұмыс керек. И жалпы Құдай өзі жолын бүйтіп әдемі алып қойып береді негізі. Сен жаңағыдай біріншіден не істеу керексің. Ол рамкадан шығу үшін полный сознание созревать ету керек. Жаңағыдай, что мысалға әкем шешем ажырасып кетті, мен жаңағыдай өсе алмаймын деген сияқты мысалға не болуы мүмкін, жертвенный состояние мүмкін. Жоқ, жертваға түспеу керек. Әрқашан сені Құдай қолдайды. Жаңағыдай мен талпынсам, жалғыз емеспін да, мен талпынсам әрекетке берекет болады деген заттарды жүрекпен ұғыну керек та. Жүрекпен ұғынған кезде барып бұрыс болады негізінде. Мен келген қыздың барлығына негізі біріншіден жүрегіне осы затты не істеуге тырысам, салуға тырысам. Сенім бір сондай бір жаңағыдай сверхъестественная сила дейді ғой, сол көмектеседі. Потому что өз-өзіне сенбей тұрма, значит, сырттағы бір силаға сенсін онда. Соған сенеді, и сол сену арқылы уже жаңа шагать етеді. И когда өзінің целін орындаған сайын, жайлап өзіне сеніп бастайды. Мелкий шагтармен. Сізде ондай қыздар болды ма жалпы? Жалпы жаңағыдай өмірлік қиындықтарға тап болған, барлық самооценкасының барлығын жоғалтып алған қыздар болды. Енді 100% шығып кетті деп айта алмаймын ол қыздардың барлығы, бірақ какой-то жақсы уровеньге жетті, өзінің жаңағы сенімін более-менее арттырып, бірақ өмір бойы қалып қояды ол негізінде. Сенімсіздік деген. Әкенің махаббатын көрмеген кезде ер адамға деген жаңағы ер адаммен всегда отношение қиындыққа туғызады. Жаңағы тағы да если мамасы өмір бақи жаңағы сен ойбай жаңа басып түсе беретін, енді тәрбие әртүрлі болады. Сөйтіп басып түсе беретін болса, жоқ, мен ондай емеспін, мен шамалы все равно ступенька төменмін қалған адамдарға қарағанда деген нелердің барлығын былай айтқанда өмір бойы фундаментті өзгерту ұзақ уақытта соны талап етеді. Жалпы оның барлығы бірінші психологпен жұмыстар болады, одан кейін менімен жұмыс болады, одан кейін ата-анамен жұмыс болады ол жерде. Мен ата-анаға да прямой, потому что треугольник ол жұмыс жасайды. Бала, мен, ата-ана. Мен баламен жұмыс жасаймын, мен ата-анамен жұмыс жасаймын. Сосын ата-ана баламен жұмыс жасайды. Сол кезде ғана мына бала кәдімгі тұлға болып шығады. Потому что бір тараптан мен айта берейін, мына жақтан үйден давка болатын болса ештеңе келмейді. Ал если я понимаю, что с другой стороны үйден ешқандай результат жоқ, мен балаға
түсіндіріп айтамын. Осылай әрбір адам әртүрлі болады. Түсінсең, ертең өмірлік бір астан кессең бір не болады, өмірің бір астан кессең болып қайтадан орнына келеді. Сол кезде мүмкін сен өзің түсінетін боларсың оның барлығын. Мысалы, мен түсінген ұқсап та, маған ешкім бүйтіп отырып түсіндірген жоқ. Мен өмір астан кессең болғаннан кейін барып жайлап түсіндім деген сияқты да. Мысалға, какой-то период мен атеист болдым мысалға. Сондай сол кезде ғана түсінесің деп мен енді бір понимание берем. Ал ары қарай мен уже жұмыс жасамаймын көбінесе. Сіз қазір ішкі состояниеге сенген екенсіз да кезінде, қазір де сондайсыз, иә? Назым деген жалпы мен партнерім болды. Мен атеист болдым. Құдай болса, неге Құдай маған көмектеспейді деген менде не болды. 20 жасыма дейін болар еді примерно. Қиыншылықтарды сол уақытта мимен қабылдай алмадыңыз, иә? Қиыншылық енді былай айтқанда, біріншіден әкесі өстік, одан кейін 14-15 жасымда, 13 жастарымда мен жұмыс жасауға мәжбүр болдым. Енді мәжбүр дегенде одан ешқандай ешмен кеткен жоқ қой, бірақ сол кезде менің құрдастарыма қарап мен өзімді ущемленный сезінетін болдым, потому что как будто вот что-то недостаточно во мне деген сияқты. Ерте келіп қойған сияқтысыз, балалық шақ. Иә, балалық шақтан жұрт далада ойнап жүрген кезде мен былай айтқанда ақшаға жұмыс істеп жүрдім деген сияқты да. Одан кейін неге 18 жасыма келген кезде мен машина алдым, аварияға түстім. Аварияға түскен кезде прям в лоб түйісіп қалған кісінің қайтыс болды да. И мен шығарып алдым, ол кісіні шығарып алдыма қойдым. И менің прям алдымда қайтыс болды ол кісі. И сол кезде менде мындай болды. Құдай болса неге көмектескен жоқ сол кезде? Құдай болса неге менің қиындықтарымды азайтпайды? Случай болды, что жаңағыдай менің қыздарыма жаңағыдай көп тиіскен, жаңағыдай алып кеткен, жаңағыдай бір ер адамдардың жаңағы несін көрген, қысым көрген кезде ол ер адамнан мен өзім абьюзерский отношениеда болдым. Былай айтқанда ернім жыртылып, жаңағыдай жүріп жүрген кезде болған. Жүріп жүрген кездерде, иә. Этажғы үйден лестницадан құлап, жаңағыдай жігітпен жүріп жүргенде лестницадан құладыңыз, иә? Енді конфликт болды, конфликттің кезінде былай айтқанда абьюзерский отношение болды, лестница жаңағыдай кәдімгідей үлкен нелер алдым да, былай айтқанда травмалар алдым. Сол кездің барлығында Құдай болса, қайда, неге осы уақыттарда менің слабы екенімді көріп тұр ғой, неге маған көмектеспейді деген менде ой болды. Сол ситуациялардың барлығы енді келіп жаңағыдай былай айтқанда сол 21-ші жылы Назыммен таныстым. Танысқан кезде көп сөйлесе келе Назымға айтатын болдым. Құдай жоқ. Болса көмектесетін еді. Өмірде біз бармыз, жер шары бар. Болды. Басқа ештеңе жоқ. Біз өлеміз, кетеміз, болды. Әркім өзінің қиындығымен өзі күреседі. Жаңағыдай мейірімді дейсіңдер, Құдайды қайда Құдай деп сондай дәл осындай прям отрицание болды. Сол кезде Назымның бір айтқан сөзі жаңағыдай мені қатты ойландырып тастады. Сен қарашы дейді, 17-18 жасында сен қандай болдың? Қазір сен қандайсың? Екеуін салыстыршы, екі Динараны. Иә, мен жаңа қазір мысалға мен өзімдікін бермеймін. Мен қазір бизнесім бар. Мен қазір жаңағыдай абьюзерский отношения түспеймін. Менде күшті отношения бар, да, әдемі естіген. Жаңағыдай былай айтқанда қазір өлім деген затты да мысалға мен спокойно қабылдай алатын сондай настолько стержень бар да. Потому что өмір бәрін көрсетті. Көрсетті, көргеннен кейін барлығы қазір ешқандай зат маған андай не емес, шок емес, иә. И былай айтқанда сол кезде Назым, значит, ты бұл өмірде сен одан да үлкен затты алу керексің. Мына заттың бәрі это подготовка к этому. Сен если мына заттың барлығын үйренбесең, түсінбесең, өтпесең, сен ана жаңа үлкен берейін деп тұрған үлкен тауды сен ала алмайсың. Вот Құдай сені қазір просто подготовил. И ты сама посмотри, какая ты была до, сол 20-шы жылдағы астан кестеңға дейін қандай болдың, 21-ші жылы сен қандайсың. Қарашы. Ал мына берген затқа, например, сенің қандай күшті бизнесіңе, қандай әдемі отношенияңа сен рахмет айтқың келмей ма? Сен неге жамандықты ойлайсың? Сол кезде бар түсінік келді. Ойланып қалдыңыз. Адам негізінде жақсы затты ценить етпейді ешқашан. Когда сен астан кестең болып быт-шыт боласың,
содан кейін барып бір затты түсінесің негізінде. И сол кездегі 20-шы жыл мен жаңағыдай қарсы тұрғаным, былай айтқанда бойсұнбағаным сол астан кестеңді алып келді да. Бірақ когда я успокоилась, былай айтқанда все болды, я сдаюсь жаңағы деген сияқты. И Назымның айтқан сөздері мен ойланып бастаған кезде барлығы плюсқа кіріп келіп бастады почему-то. Одан кейін менде ондай астан кестең болған жоқ ешқашан. Сізге сол кісіні жіберіпті ғой, значит, мына кісіні түзеу керек, мышлениесін жаңағы ойын өзгерту керек деген сияқты. Сондай, вот әрбір адамның өміріне негізі екі түрлі жолмен жібереді. Біреуі жаңағыдай қиындықпен жібереді, жаңағыдай біреудің өлімі, біреудің жаңағы баланың ауруы, жаңағыдай неше түрлі қиындықтар, даже абьюзивный отношения деген сияқты неше түрлісімен жібереді. Біреуіне жаңағыдай просто немен жібереді, адаммен жібереді. Маған екі жолмен де жіберді. Мен бірінші жолмен түсінген жоқпын, екінші жолмен жіберді да. И былай айтқанда маған екінші жол түсінікті болды. Уже пик болды. Случайлар болды сол, например, настолько Құдайға сенбегендік и сол қиындықтардың бәрін естіген кезде менде қатты андай не болды. Ана адам қайтыс болған кезде авариядан мен кінәлімін деген не болды. И мен құттай депрессияға түсіп кетемін, менде суицидке жақындық болды. Мен бір адамды өлтірдім, значит, я заслуживаю тоже смерти деген период болды. И мен түсінгенім сол кезде 18 жастасы 19 жаста. 19. Суицидке жақындық болды. Былай айтқанда енді сол іске барған жоқпын, бірақ болады ғой енді миың түнімен ойланып жатасың. Тұңға түсіп кетесіз. Бүйтіп кетіп қалсам, сондай болса деген сияқты да. И осы неде сол кезде уже уақыт өте ойланған кезде Құдай қасымда болған екен да әрдайым. И мен сол іске бармауыма, мына қиындықтың бәрін я деп жеңіп шыққаныма барлығы всегда Алла қасымда. Құдайдан келген күш. Күші сондай болды. Вот ішкі стержень сонымен байланысты менде. Соның барлығын өтіп шықтым, түсіндім. И былай айтқанда, вот я скажу, 21-ші жыл деп Аллаға шүкір. 21-ші жылдан бастап менде тек қана бүйтіп алдыға қарай шагать етіп келедім. Артқа қарай шаг болған жоқ. Болады қиындықтар. Бірақ қиындықты уже біз андай қиындық деп қабылдамайсың. Мелочь. Да, уже мелочи. С другой стороны, мынадан өтсем, так маған күшті бірдемесе келіп тұр, да, осылай қабылдайсың. Бір жамандықтан екі жақсылық деген сияқты. Сөйтіп қабылдаған арқасында бір жағынан уже видите, сознание өзгерді. Бұрын деген қиындықты біз деген кәдімгі қиындық деп қабылдасақ, ал қазір қиындықты возможность деп қабылдайсың. Сондай, вот даже біреу жоқ деп айтса, қуанасың қазір. Значит, что-то басқа бірдемесе, да, например, даже вот рейс отмена болып қалған кездерде де айтады ғой, например, значит, бір қиындықтан сен не істеп қалдың, қорғап қалып бір неден деген сияқты. Вот ондай случайлар да көп болды. Мысалы, мен таксиге отырмай қалған, ал такси потом жаңағыдай авария болып қалған кездер деген сияқты, например, сондай кездер де көп болды. И сондай случайларда ты понимаешь, что барлық мына Құдайдың жоқ деп саған алдыңа келген сынақтары, жоқ деген запреттерінің барлығы саған келген негізінде жолыңды ашып беріп жатыр керісінше. Сынақтан өткеннен кейін адам бір жақсы нәрсеге шығады, бір үлкен өзінің жолын табады. Вот просто соны сол сынақтың уақытында түсініп білу керек та. Негізі айтады ғой, өзің көтере алмайтын сынақ ешқашан бермейді, көтере алатын сынақ береді. Жаңағыдай былай айтқанда қазір айтылатын өзі бар, мысалы қазір айтып отырған былай айтқанда тек 30% шығар, енді былай айтқанда өмірдің ар жағында жаңағы түбінде жатқан 70% бар деген сияқты, который мысалы жүректе қалып қойған қаншама зат бар. Соның барлығы енді өзгеріске үлкен не болды ғой, жаңағы бір кнопка болды ғой былай айтқанда. Қазір болып отырған былай айтқанда мысалға Парижге барып жатыр, жыл сайын 5-6 поездкеге шығып жатыр. Ойбай, жаңа отношениесі да күшті, қазір студиясы многомиллионный оборот, қазір мысалға франшиза сатып жатыр да, Құлсары қаласында франшиза бар. Қазір Ақтау қаласына жайлап шыққымыз келіп отыр. Мысалға, ой, бір жылдың ішінде мен де жасай аламын деген сияқты айтуы мүмкін да. Я жасай алады любой адам да, бірақ если түсінсе, қадірін білсе, түсінсе, Құдай береді өзі. Ал рызық береді негізі адамға. Қадірін түсінген адамға, еңбектен білген адамға жалпы береді барлығын Аллах Тағала. Істеріңізге береке берсін. Жаңа франшиза дедіңіз ба? Иә, франшиза қазір жинақтап жаңағыдай не істедік, упаковать еттік. Ең бірінші франшиза бізде Құлсары қаласында сатылды. Жалпы өзім негізі Құлсарыдан бастадым ғой.
Құлсарда сол мені уже танып біліп қалған өзім аудиториям бар. Сол жақта Мейрамгүл деген қыз не істеді, алды менен франшизамды. Қазір таңда жұмыс жасап жатыр, 2 айдан асты уже. Шүкір, енді қазір Ақтау қаласына жайлап франшиза или филиал деп ойлап отырмыз, өйткені ол жақтан да спрос көп. Біз енді запрос не жіберіп көреміз ғой, реклама жіберіп, сол кезде енді жалпы за граница показдарға шығаратын 5-6 рет жылына, и олардың безопасности 100% жаңа гарантировать ететін мобильный агентстволар жоқтан қалса, даже Алматыда өтіп продвигать етпейді деген сияқты. Вот соның барлығы қазір енді біздің бір преимуществомыз десек болады. Бұрынғы Динара мен қазіргі Динараның айырмашылығын айта өтсеңіз. Қазір айырмашылық қандай? Қазір я очень спокойная. Бұрын қандай болдыңыз? Нетерпеливая, вспыльчивая болдым. Екінші, енді былай айтқанда қазір ответственность одан артқан болар. Бұрын енді мало ответственность болса, қазір енді жаңа ответственность одан самайын артып, былай айтқанда қазір грусть, понимаешь? Даже за границей енді барған кезде әрбір баланы ертіп барудың өзі, былай айтқанда 10 баланың документі, 10 баланың жаңағыдай аман есен барып келу оңай емес. Былай айтқанда оңай деп көрінеді ғой. Бірақ жаңағы барып келу оңай емес, даже стойка регистрация отырасың, жаңағы стресс қой барлығы. Еще экранға күліп тұру керексіз. Иә, сондай барлығы стресс жалпы. Жаңағыдай барлығы уже үйреншікті болып кетеді, оның барлығы негізі. Одан кейін үшінші не более женственность болған деп айтам. Өйткені енді күйеуге шыққанға дейін енді мен ер адам сияқты жұмыс жасадыңыз да, тек алға. Даже әлемге дейін ер адам сияқты болып кетеміз. Барлық Құлсардағы даже студиям бар. Осы Атырау қаласында бірінші студиямыз бар, қазіргі екінші студиямыз. Сенбейді көбісі, мен өзім жүрдім, отыйды, мен өзім ремонттадым. Жолдасым көмектесті, өзім ремонттадым. Болды. Гипсокартонын тек жасап беруге жаңағыдай адамдар шақырттық. Ақтау, сырлау, плинтусын жасау, линолеумын жаю деген заттың барлығын былай айтқанда строитель ағалардан кем емес жасадық. Соның барлығы енді былай айтқанда ер адамның енді ісі ғой. Сөйтіп, бірақ болу керек, оны жасамасаң ешкім жасап бермейді саған. Құлсар қаласында да солай ең бірінші студиям бар, өзім ремонттап, өзім краскілеп жүріп деген жасадым, например. Ал қазір мен более женственный. Мен қазір енді больше жаңағыдай адамдарды жалдап жасап тастауға деген сияқты сондайға тырысасың да. И қылықтарың да енді мүмкін более женственный болған шығар. Енді оның барлығы күйеуге шыққаныңда енді әсері тигізеді ғой, енді ол бәрібір соның несі болады. Келінсің деген сияқты, келіндік нең болады, өзің обязанностьтарың бар деген сияқты. Соның барлығы енді адам жібітеді ғой. Осы жерде мысалға сіз қиыншылықты жеңе біліп ішкі состояниеға тұрып, кәдімгідей аяққа тұрып кеткен адамсыз, тұлғасыз, иә. Осы жерден жастарға бір үлгі болатындай мотивация айтып өтсеңіз. Сіз бәрін өз қолыңызбен жасап отырсыз, иә. Мен мына жерде өзім таңғалып отырмын. Мысалы, кейбір қыздардың, кейбір ер адамның даже қолынан келмейтін нәрсе ол. Біреудің қолына тапсырады да, диванда жатып, например. Жалпы иә. Бірінші, енді жастарға айтатын, мақсат қойыңдар. Өздеріңнің мақсат, көбісі негізі мақсатын білмейді, негізінде. Бағытын білмейді. Жүректерін тыңдаңдар. Өйткені айналадағы адам айқайлай береді. Бірақ жүрегің не дейді, сонымен жүру керек. Даже мамандық таңдаған кезде ешкімді тыңдамау керек. Біреу айтуы мүмкін, сен зарабатывать ете алмайсың, ол мамандықтан, біреу айтуы мүмкін, жұмыс таба алмайсың да. Негізі 14-15 жасқа келген кезде жүрек саған айтады, қандай мамандықпен айналысу керек екен. Творчество ма, например, актриса болғым келеді, әнші болғым келеді дейді, біреу журналист болғым келеді, мен жаңағыдай шетел аралап жүргім келеді дейді. Вот соны жаңағыдай қалай болды, дәл солай сыртқа шығарып, сол жаңағы мақсатқа қарай қимылдау керек. Ешқашан ешкімді тыңдамай, өзің жүрегіңді тыңда. Сол кезде, былай айтқанда, өмірлік жолың всегда ровно болады. Екіншіден, қойған мақсатыңнан жарты жолдан кері қайтып кетпеу керек. Қиыншылыққа сынып қалмау керек. Қиыншылық болады. Қиыншылықтың барлығын всегда возможность деп қабылдаңдар. Вот возможность, жаңа әрбір жоқ, былай айтқанда, яға жақындататын шаг.
бір адам жоқ деп айтты ма, значит сенің келесі адамың иә деп тұрады деген сияқты. Осы айтатын нем жалпы советім. Үшіншіден енді жалпы не қойыңдар, әрқайсың мақсаттарыңды жазыңдар, жаңағыдай цельдарыңды жазыңдар, армандарыңды жазыңдар. Жазған зат әрқашан орындалады. Сосын үшінші, Құдайға деген сенімдеріңді, енді әркім әртүрлі ғой, жалпы біреу вселенная дейді, біреу Алла дейді. Кімге болса да жүректе бір сенім болу керек. Біреу маған көмектеседі деген. Сол сенімді жоғалтпаңдар ешқашан. Сенім жалпы әрқашан алдыға қарай жетелейтін жалғыз внутренний опора. Мамаң да, әкең да, шешең да, күйеуің да дәл ондай сенім сияқты көмектесе алмайды. Сосын страх болады әрқашан. Қай жерде страх бар, сол жерде рост бар. Страх всегда сені бір үлкен жетістікке апарады. Бір жерден қорқып тұрсың ба, дәл сол затты жаса. Bir бизнес бастауға қорқасың ба, бизнес аш. Бір жаңағы нені сатуға, бір қолдан жасауға, кітап жазуға да бір қорқып жүрсің ба, жаса. Вот сол кезде, соны жасаған кезде ғана сол ісің әрдайым бір взлетқа апарады сені. Негізі қорқып жүрген нәрсеге қарсы шыққан сайын, наоборот, сол нәрсенің қиындықтарын көріп жүріп, опыт жинап, содан жетістікке жетеді адам, иә? Жалпы солай. Негізі солай. Сізден алып отқан мотивациям сол да, менде қиындықтарға қарамастан алға ұмтыла беріп, сіз дейтін кәдімгідей жетістікке жетіп отырсыз, қазіргі таңда, шүкір. Риза болып отырмын сізге қарап. Мына жаста негізі көп адамдар 24-25-тегі ер азаматтарды қарасақ, қазір үйде жатқан, немесе бойдақ жүр, немесе үйленіп алып, семьясын асырай алмай отыр, иә. Ал сіздің жасыңызда бұл үлкен жетістік. Жұмысыңызға жалпы сәттілік, табыс, сізге күш қуат тілейміз. Жолдасыңызбен тек бақытты күндер көп болсын. Жыламаңыз ешқашан. Конфликт болмасын ешқашан. Сәттілік, жаңа бастамаларыңызға да, барлығына да сәттілік. Рахмет келгеніңізге. Сіздерге де рахмет. Подкаст әрі қарай жалғасын таба берсін. Менен де былай айтқанда әдемі жаңағы өмір жолын істейтін, үлкен мотивация беретін қыздар, жігіттер жалпы Атырауда көп. Сол адамдардың барлығы сізден келіп жаңа интервью берсін. Былай айтқанда Қазақстанның жаңа үлкен подкаст студиясына айналсын. Рахмет. Енді біздің мысалы подкастты қараған адамға біздер әрбір жағынан бір бұйымтайымыз бар да. Қандай ұсынысыңыз бар осы подкастты не үшін қарау керек деген сияқты бір толчок болу керек та. Мысалға алдында келген кісі енді өзінің акциясын айтып кетті деген сияқты. Сізде қандай? Жаңа бизнес жөнінде ма, әлде вообще подкаст жөнінде ма? Подкаст жалпы сізге қатысты болу керек, сіздің тарапыңыздан. Сізді не үшін қарау керек адам? Так, біріншіден енді мені қарағысы келетін, өзінің развитиясына жеткісі келетін, өзін жаңағыдай дамытқысы келетін, жаңа өмірлік жолдар дейді ғой, өмірлік қиындықтарды жеңем деген, жеңу жол үйренем деген қыздар, жігіттер даже мені қарауын, менің өмір жолымды үлгі алуын и біздің студияда былай айтқанда жаңағыдай білім алуды ұсынар едім. Өйткені бізде тек қана жаңа модель емес, біз кәдімгідей жаңағыдай дизайнер жоқ деген кезде қалай психологически оған дайын болу керек деген сияқты былай айтқанда әрі қарай өміріне керек болатын дүниелерді үйретеміз. Одан кейін менің өзім бір мотиватормын дедім ғой. Менің мотивациям қыздардың, менде жұмыс жасайтын қыздарда, например, модель болып жүрген қыздар, барлығы жас қыздар, барлығы кәдімгі бір затқа тырмысып жүрген қыздар. И біздің студияға келу арқылы сіз былай айтқанда талпынысқа жаңағыдай ұмтылып жүрген бір орта аласыз. Сол ортаға түсу арқылы сізде бір сондай үлкен мотивация, талпыныс, бір үлкен мақсат пайда болады. Сол себептен біздің ортаға қосылуды ұсынар едім. Жас қыздарға да, балаларға да, өйткені бізде жігіттер де бар, қыздар да бар. Әрқайсының былай шағын бизнестері бар, әрқайсының істеп жүрген істері, жұмыстары, сондай нелері бар. Сондай орта. Вот соның барлығын ұсынар едім. Менің студияма келіңдер, сабақ алыңдар, жаңағыдай бізбен бірге жұмыс жасаңдар деп. Өте керемет, рахмет. Бүгінгі Динара Алшынмен болған подкастты алдағы уақытта қарап жатқан жандар комментарийларыңызды жаза кетіңіздер, өздеріңіздің ойларыңызды толық жазған адамға сізден қандай ұсыныс? Бізден пробный сабақ бесплатно болсын.
жеке жаңағыдай групповой пробный сабақ болып тұрады бізде күнде кешкісін сағат 7-де Азаттық 46 адрес бойынша үздік комментарийға, жақсы әдемі комментарийларға пробный сабағымды бесплатно бере аламын. Өте керемет, көрдіңіздер ма? Сіздерге ең үздік инсайт алған адамға, өзінің ойын толығымен жазып, лайк басып кеткен адамға өзінің пробный занятиесін тегін беретін болады. Сондықтан лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше қарағандарыңызға көп рахмет. Алдағы подкастты көрулеріңізді сұраймыз. Жаңағы Динара Алшынан алар үлгілеріңіз өте көп. Сондықтан біздің қару подкастымызға жазылып, YouTube каналымызға лайк басып, тегін тұрған лайкты аямаңыздар, және де комментарий қалдырып кетіңіздер. Қандай инсайт алдыңыз, соны жазып кетіңіздер. Біздер мына жақтан қарап, сіздерге жаңадан қандай подкаст ұсынамыз, сол туралы айта кететін боламыз. Рахмет сіздерге.